Жігіттер кеш. Бастырған жерге обедте шығамыз. Бастай болды. Класстастарым ғой. Дурактарым жүр. Енді оларға да қуанышты болып жатыр ғой. Ой, бәрі құттықтап жатыр. Енді оларға да қуанышты болып жатыр ғой. Дос деген қандай. Жан жақтан келіп құттықтаулар жібермейді ана жерде. Көл, шампанский, фейерверк атып. Бардыра қазір барам ғой. Иә. Сіз менің хатшым боласыз ба? Жоқ. Кім боласыз? Мен сізді ең бірінші аға өзімнің атымнан, сосын біздің редакцияның ұжымның атынан құттықтау үшін арнайы келіп отырмын. Рахмет. Енді жер керек па, үй керек па, не керек сізге? Не, тендерге қатысасыз ба? Менен не көмек сізге? Сізден маған сұхбат керек аға. Сұхбат? Иә. Сұхбат алуға келдіңіз ба? Әрине. Болады. Сұхбаттан оңай не бар? Әрине. Қаймақ газетінің тілшісі боламын. Сондай ма? Иә. Қаймақ. Сонда қаймақ шығарасыздар ма сонда? Жоқ, газет журнал. Редакция қаймақ. Қаймақтың не қатысы бар деймін ба газетке? Енді қазақтың қаймақтары туралы жазатын газет қой. Элита. Енді түсіндім. Болды. Осы топқа қосылғаныңызбен құттықтаймын деп. Рахмет. Түсінбей қалыппын ғой басында. Рахмет. Қаймақ болдың ба соны? Иә. Қаймақ болыңызбен құттықтаймын. Рахмет. Әйтеуір, аяғында маймаққа жүрмеңдер. Енді ол өзіңізге байланысты. Иә, әрине. Сіз біз әйтеуір осы жұмысты атқарамыз деп қалса. Иә. Енді алғашқы сұхбатты өзім алайын деп келіп отырмын. Бұхара халықтың мына жаңа әкім не алып келеді екен, қандай жаңалық алып келеді екен, қандай жоспарлары бар екен деп күтіп отырғанын белгілі. Әрине. Қандай жоспар? Енді әкім болғандағы жоспарыңыз бар емес пе? Енді жоспар енді болады ғой. Енді? Иә, мен енді қалай енді әкім болмай тұрып, боламын ба, боламай ба, білмеймін ба енді. Тұршы. Алла, дада. Достым. Досым, әкім боламайсың деп аңыз маған? Болдық, мен әкім болдық. Не жейсің? Жей берем ғой, мен жей берем ғой. Жей берем, алдыма неге соны жей берем? Жақсы досым, кешке жолығамыз. Алдында кісілер отыр, жақсы дау. Достарым ғой, дастархан жайып мені күтіп жатыр. Менің әкім болғаным солар жуып беріп жатыр. Менде енді бір қарапайым сұрақ бар, ол енді өзі жұмысқа байланысты емес. Сөйтіңізші. Өзіңізге ғана байланысты. Бірден бір ақылымнан алмай бір сондай жеңіл сұрақ қойыңызшы. Иә. Байқап тұр, мен мына жерде келген кезде де достарыңыз өте көп, қаншама қоңыраулар түсіп жатыр, досқа бай секілдісіз. Осы күнге дейін қанша нақты дос жинадыңыз? Санын айта аласыз ба? Осы күнге дейін ба? Иә. Дәл қазіргі сәтке дейін ба? Дәл қазіргі сәтке дейін. Так, санаңыз. Астанадан бастайын. Астанада 714 досым бар. 714? Астананың өзінде ол. Алматыда 816 досым бар. Халық көп деп Алматыда шамалы. 816. Ақтау, Атырауда 1045 досым бар. 1045. Пожалуйста. Тоқтаңыз, сонда қанша болды ана жақта? 700. Санасаңшы енді, есептесеңші, мен айтып отырмын. 810. Міне қатыспай міне 814 міне қосамыз 716 міне. Көрдіңіз ба? Тең. Оған қосамыз Ақтау отыр. Қосамыз 1045 мысал үшін. Қосамыз міне. Оған қосамыз Оралды қосыңыз. 383 досым бар. Оралда аздау екен, иә? Мына Шымкент қосыңыз. Шымкентте 1265 досым бар. Міне, оны қосыңыз. Алло, қазір. Алло? Дада. Қалай? Әкімдердің атынан. Облыс әкімдері естіпті. Чатта қанша адам бар? Қанша әкім? 490? 490 қоспай. Қазір. Міне. Рахмет. Араласамыз. Сыйласамыз, Құдай қаласа. Рахмет. Көрдіңіз ба? Сіз сұрап жатсыз менде, дос көбейіп жатыр. Көрдіңіз ба? Мен қайдан білем оны? Санын мысалы. Сіз қазір достарыңыз санын айтып қоясыз. Бұл қиын сұрақ мен үшін. Сіз былай істеңізші, қарындас. Мен әкімдіктен түсіп қалам ғой. Сол түсіп қалған күні келіңізші. Неге? Нақты досым, қанша досым бар екен айтып.
Здравствуйте. О, губернатор. Спасибо, спасибо. Кстати, сколько у вас там губернатор? Сколько? Ой, все, спасибо, спасибо. Да. Спасибо, спасибо. Нағашы кетейін да? Бір сұрағым бар еді, соны қояйыншы. Айтсай. Бақытты әйел бақыты, бақытты жар, бақытты ана тілі. Мына бақыттың бәрін әйелге берген да? Неге? Былай қарап тұрсаңыз, бақытты еркек, бақытты әке деген нәрсе жоқ қой. Бақыттың бәрін сол әйелдерге не қылған да? Өте дұрыс, өте дұрыс айтасың. Не үшін деймін? Бұл былай. Мынау әлем әйел үшін жаралған. Бақытын осы әлемнен табады. Еркектер сонда осы әлемде бақытсыз болмай бейшара болып кете ма? Жоқ, олардың да бақыты бар. Үлесі бар. Еркекке бір бақыт жетеді. Бір бақыт жетеді. Еркектің бір жақсы бір ақылды, иманды, көреген сондай сұлу, көркем мінезді әйелі болса, болды соның өзі бақыт. Жетеді сол бақыт еркекке. Ал әйелдік ше? Ал енді әйелдікке 3 бақыт болу керек. Мысалы, әрбір бақытты әйелдің 3 хайуаны болу керек. Қандай нағашы? Оның біріншісі иығында норка болу керек. Шуба. Хайуаннан істеле ма? Хайуан ғой? Екіншісі гаражында ягуар тұру керек. Машина. Хайуан болды? Ол да хайуан. Ал үшіншісі төсегінде арыстан жату керек. Мен сияқты. Дұрыс па? Нағашы кетейін да? Сізде арыстаны бар, жеңшемде арман жоқ шығар? Арман жоқ па жеңшең? Ай, бала десе нағашы. О, жиен. Нағашы солай. Үйдегілерді қоймайды. Қашан үйленесің? Жасың келді қазір. Жасың болса кеп қалып үйленбейсің ба? Неғып үйленбей жүрсің енді? Нормальный қыз жоқ, нағашыға нормальный қыз жоқ. Осы сөздерің бар ғой сендер шаршатты. Қазір жастардан сұрасаң, нормальный қыз жоқ, нормальный жігіт жоқ. Алдымен өзің нормальный болсаң, нормальный қыз табылады адамға. Нормальныймыз деп жоқ қой нағашыға. Не, анау қыз нағашы. Не нормальный сияқты? Не нормальный? Иә. Қайта нормальный қыз анау. Анау ұтқан жоқ. Ешкімге қарап отқан жоқ. Мен адам танысым бар ма? Анау зор қыз анау. Анау қатын балатын қыз анау. О? Қарсы, жүр таныстырасың керек. Қойшы нағашы. Жүрдей. Қойшы нағашы кет. Дайын емессің нағашы. Не дайындығың керек? Бүгін үйленейін деп отқан жоқсың ғой. Тісіңді жуған жоқ қой нағашы. Жумасаң, сен сөйлесің, мен сөйлесем. Кеттік, давай. Нағашы кет, қойшы нағашы кет. Бәрекелді. Ауа райы қандай тамаша, жиен. Қарындас кедергі жасап атқан жоқпыз ба? Жоқ, отыра беріңіздер. Жасыңыз нешеде? Қыздың жасын сұрамайды. Қыздың номерін сұрайды. Көрдің ба? Басыңыз бос беді, қарындас? Бос. Осы жасқа дейін неғып тұрмысқа шықпағансыз деймін ба? Жептеуір бой жетіп қалған сияқтысыз. Тұрмысқа шығуға болар еді. Просто қазір нормальный жігіт жоқ. Нормальный жігіт жоқ? Осы жастар немене қандай болып кеткенсіздер? Сізден сұрасам нормальный жігіт жоқ дейсіз. Мынадан сұрасам нормальный қыз жоқ дейді. Қайда кеткен сол нормальный қыздар мен жігіттен бәрі? Мынау менің жиенім. Менің жиеніме тұрмысқа шығыңыз. Не үшін? Бұл да не нормальный? Екі не нормальный қосылса, бір нормальный туатын шығар? Жиен? Давай, танысып алыңдар. Енді бізден көргеніміз бар. Жол көрсетсеңізші, жиеніңізге. Ол бар ғой, мен саған айтайын да, басымнан өткен айтайын. Сөйтсеңізші нағашы. Мына мен саған айтатын ақыл кеңесім, ұнатқан қызыңды бар ғой, бірінші кафеге апарма. Бірінші сол қыздың үйіне бар. Нем бар? Үйіне бар, үйін көр. Әкесі мен анасын көр. Қазақта айтады, қатын алма, қайын ал дейді. Болашақ қайын жұртыңды бар тексер бірінші, таныс. Сол кезде дұрыс болады. Қалай барасың? Қазір мына қыздың туған күні бар ма? Сол сылтауратып достарыңмен бірге барыңдар. Қыздар жігіттер болып. Сөйт бар да, анау болашақ қайненең мен атаңды зертте. Мен солай істегем. Зерттеген. Барып отыр. Мысалы, екеуі сөйлейді ғой. Сонда
анау әйелінің дауысы еркегінен қатты шығып жатса, бұрыл да шығып кеткен. Не? Әйелдің дауысы қатты шыққан үйде әйел басқарады деген сөз. Енем басқарып тұр ғой сондай. Ертең ол болып сен қатының басқаратын болады үйіңді. Қой, ондай алмаймын. Мен бардым мысалы. Атам сөйлеп отыр, енем вообще сөйлеген жоқ. Міне. Қазір зато қандай рағат қазір. Үйде қатын басқарады мысалы. Нешем басқарады? Қой бер соны. Уақыт өтіп кеткен ғой. Солай. Қанша дегенмен де дәл қазіргі заман жақсы ғой. Сендердің замандарың ғой қазір, рахат қой мынау. Жоқ, сіздердің мына союз кезі жақсы не? Сіздердің кезіңіз. Ой, қазір жақсы деймін. Союз кезінде не болды? Қазір қарасай. Қазір қара, қалаған машинаңды мінесің. Қалаған үйіңді аласың. Қалаған шетеліңе қыдырасың қазір. Союз кезінде не болды? Ешқайсысы болған жоқ қой. Ой, қазір отырып бала-шағамызды телевизор көре алмай қалдық қой. Ой, көретін ештеңе жоқ, көруге болады. Бәрі ұятсыз. Сіздердің кездеріңізді айтыңызшы, мысалға, Ну погоди деген қандай мультфильм ғой? Ой, Ну погодиді вообще көрсетуге болмайды жастарға. Қанша жыл болды шыққанына? 40 жыл болды. Міне, анау мейірімділік бар да, Қасқырда. Қандай мейірімділік? Қоянды ұстайды да жібере салады ғой. Ақымақ айтып тұрған сөзін қара. Сол қоянды жетіскеннен жібере ма сол? Жетіскеннен жібере ма? Қоянды ұстай берген кезде милициялар келеді, аюлар мотоциклмен. Енді ұстай берген кезде аржынан бегемот келеді охрана. Сөйтіп жіберіп қойып жатыр ол. Ал енді бері қара. 40 жылдың ішінде неге ана қоянды жемеді қасқыр? Біздің ауылдың қасқырлары 40 жылда қырып тастады қояндарды. Неге жемей жүр? Демек ойы арам. Ана қасқырың педофил ма, маньяк па бір біле анау. Неге жемейді әйтпесе? Ал. Шынында ойламаппыз. Мультфильм ғой, қоя беріңізші. Мультфильмді қарасаң. Ана киноларды айтсаңызшы, Союздың кезінде. Қайсысы? Ералаш ше. Ералашты вообще көрсетті. Көруге болмайды оны. Не болып кетті? Ол нағыз барып тұрған ол эротика бол. Қалай сонда? Басталғаннан қарамайсың ба? Мальчишки, девчонки. А также родители. Қарамайсың ба? Іздеп тұр отыр ана. Ақымақ. Ойбай аға мына. Амға түсінбеген дымға түспейді. Сіз болмағанда еш нәрсені түсінбейді екенбіз шынында. Көрсетуге болмайды бала-шаға. Ойбай аға жаңа үйден шығып келе жатқан кезде мен бала-шағам Ералаш көреміз деп жатыр еді. Жүгір. Өшір телевизор, өшірді. Көрсетпе вообще. Ана ысқыратын жерді вообще көрсетпеңдер. Қазір жақсы, бәрі қазір жақсы. Өткенде қызығын айтайын сізге. Бір қызбен таныстым, кафеге шақырдым ғой. Кездесетін болды. Дастархан гүл қылып, жайнатып қойған. Келді, ішетін іштік, жейтін жедік. Сонымен ана қыз, қазір әжетханаға барып келейін деп. Ойында еш нәрсе жоқ. Барсаң барып кел. Деп кетті. Әрі отырмын, бері отырмын. Жоқ ана қыз. Бұл тыныштық па деп әжетханаға барсам, әжетханада да жоқ. Лақтырған ба? Лақтырып кетті. Сен түрің лоққа ұқсаған ғой? Сөйтіп, екінші қызбен таныстым ғой Инстаграмда. Апа. Сөйтіп кафеде отырып қой, заказ беріп отырмын. Сөйтіп ана қыз айтады ғой, 100 грамм алдыршы дейді. Опа. Неге десем, ішпесем жата алмайтын ем дейді. Вай дейтін да. Шамал отырдым да. Қазір әжетханаға барып келештен да. Алдында істеп кеткен қызды мен істеп кеттім ғой. Ана қыз істеген істеп. Жоқ болып кеткен ғой. Отағасы. Ау. Не болды? Отағасы. Не? Далаға шығып серуендеп қайтайықшы бірге. Ой, қойшы сондай нәрсені. Үйде отырсаңдаршы, не бар далада? Ең болмаса біраз уақыт жүріп қайтайықшы, таза ауа жұтып, жұрттар сияқты. Терезені ашып қойсай, таза ауа кіреді ғой үйге. Жұрттарды көрсең қызығасың ғой. Серуендеп жүр таза ауада. Жүрші. Кинон басылады деймін, сериалын басылады қазір. Ертең қайталай салады ғой. Қайталай жұмыстан ғой ертең. Жүрші енді. Қойшы. 5 минут жүреміз де қайтамыз. 5 минуттан асса кетіп қалам бірақ. Болды, сөзімде тұрам. Жүр. Екі сөйлеген қатын. Болды. Болды. 5 секундта киінемді шығам. Болды, кеттік. Мен киімдерім қайда? Шифонерде тұр. Не болды? Қол ұстасшы жігітті, а? Қойшы сен. Адам.
Ей, тоқтасай. Не? Қарасай, былай қол ұстасып жүру керек. Қой, адамдар қазір жан-жаңа адамдар. Ұят қой. Несі ұят? Қойшы сен де. Ерлі-зайыптылардың арасында енді қол ұстасып жүрген болады ғой. Ой, қойшы сен де, сен де қатырасың. Қойшы. Адамдар қарап тұр ғой, ұялмайсың ба? Адамдарды көзіңе ілмей жүре бер, ештеңе қылмайды. Ей, қой демей, қойсай. Жібермей ме бәрібір? Неменеге қолыма жармаса бересің, е? Бір 20-дағы қыз бен жігіт емеспіз, қол ұстасып жүретін. Жан-жаңа қарасай, адамдардан ұялсай. Жаным, сен бірінші тыңдасай. Егер екеуміз осылай қол ұстасып жүрсек ше, күнәміз төгіледі екен. Ой, басталды. Оны кім айтты саған? Ойла, кеше интернетті қарап қалсам, бір молда айтады. Тыңдасай, егер де дейді, ерлі-зайыптылар дейді, қол ұстасып жүрсе дейді, күнәларының бәрі төгіледі дейді. Молда айтты ма? Иә. Ол молда айтса, онда рас болған онда. Сонда кәдімгі мынау қолын ұстап жүргеннен күнә төгіле ма? Иә. Ой, бір ма, мысалы, сенің күнәң маған, мен күнәм саған өтіп кетпей ма? Жоқ, екеуміздікі бірдей төгіледі екен. Ой, рахат екен ғой, Иә. Сонда қанша төгіледі, қанша, мысалы, бір минут, 5 минут, 1 минут жүрсек, қанша күнәден төгіледі? 1 минут қол ұстасып жүрсек, 1 миллион күнәміз төгіледі. Ой, рахат екен ғой, бір 5-6 күннің ішінде пәк болып кетейін деп тұрмыз екенбіз. Қатын былай істейік. Онда ше? Онда түнде жатқанда да қолымызды скотчтап жатайық. Мақма? Скотчпен қатырып байлап тастайық. Азанда пәк болып тұрамыз. Жаным, өстіп қол ұстасып, біраз жүрекші. Осы адамдар неге сөйтіп істемейді деймін да? Иә. Неге солар қол ұстасып жүрмейді? Білмейді ғой олар. Уағыз тыңдамайды ғой, значит. Иә. Білмейді ғой, білмейді. Білсе олар бар ма? Сваркіліп тастайтын еді қолдарын. Рахат екен, е? Иә. Ой, онда күнәміз төгіп кетейік. Жүр. Бірақ ыңғайсыз екен, е? Шамал ят. Әдет қылмағаннан кейін бір түрлі. Күшті, е? Иә. Менше бір сондай сезім отыр да, жеңілдік қалдым кәдімгі. Менде де сондай сезім отыр. Жеңілдік қалдым. Байқаватсың ба кәдімгідей? Рахатнай. Жаңа 1 минутта қанша күнә төгіледі дедің? 1 минутта 1 миллион күнә төгіледі. 1 миллион. Қанша минут жүрдік? 5 минутта 5 минут жүрдік. жүрдік. 5 минутта 5 миллион. 5 миллион күнә. 5 миллион. Ажырамайық мақма, қолымызды ұстап жүрек үнемі. Негізше 5 минутта бар ғой 10 миллион күнә төгуге болады. Болады, айтылды ғой кеше. Болады екен, иә. Мына ғой мысалы бос жүр мысалы. Осы қолмен де бүйтіп қатар төксең қандай жақсы. Несі күнә төккенің. Қалай солай? Мен тым түсініп отқан жоқпын ше. Енді бір мына жағымда да бір болса деймін да, бүйтіп екеулеп күнәні екеулеп төккенге не жетсін. Бір тоқал болса деймін да. Қайдағы тоқал? Не айтып кеттің сен, а? Ой, енді уақыт жоғалтпайық дегенім ғой. ғой. Күнә туралы айтып отырмыз ғой, тоқал емес. Дұрыс қой, енді күнәні бір уақыт жоғалтпай, уақытты үнемдейік деп жатқаным. Айналайын. Күнәларыңды мына жақтан төгіп жатырмыз ғой, аз ба саған? Жоқ, дұрыс қой, сен мына жағым күнәсі төгіліп жатыр, оң жағым. Мына жағым күнәсі төгілмей қалды да. Өзім-ақ төгем, былай отыршы осы. Қалай төгесің? Әкел. Ал. Дәл осылай төгем. Жоқ, төгесің ғой. Енді мына жағым бос қалды ғой. Ай, төктім ғой жаңағыны. Бекерге уақыт жоғалтып жатырмыз негіз бар ғой. Бекерге жүрміз уақыт жоғалтып. Сен ше жақсылықты түсінбейтін адам екенсің, ә? Мен айтпағанда соны білмейтін едің ғой сен. Мейлі қойшы. Оң құлағыңмен, сол құлағыңмен естіп ал. Өлсең өліп кетіп тоқылап бермейін, естің ба? Неге маған десең шайтан болып кетпейсің, а? Жоғал көзіме көрінбей. Ойнап айтып жатырмын, қойшы сен қатыне. Тоқтаса, қайда кеттің? Ой, сен. Ассалаумағалейкум. Тыныштық па досым? Досым, қалайсың? Тыныштық па? Телефонда дауысың бір түрлі болыпты ма сенің? Масқара болдым ғой мен. Не болып қалды, тыныштық па? Біз сідей алмай кеттім ғалымжан. Не болды?
айттым ғой мен саған, мен қатыныма сенбеймін дедім, ойбай ондай емес дейсің. Қоям, ондай емес сен қатын. Біреу бар дедім ғой мен саған. Ой, қайттан бастадың ба, Галек? Қойшы сен де. Немене қойшы? Зуля ондай емес, мен саған айтайын. Жоқ, вақтыға барып келесің де бірдеңе шығарып отырасың, қойшы сен де. Жоқ, баста енді сен сөздеріңе сендім да, сендер сөздеріңе. Ондай емес деген, мен ондай емес деп ойладым. Жоқ, дәлелің бар ма? Бірдеңе ұстап алдың ба? Біреумен бір көрдің ба? Жоқ, неден күдіктенемесің? Неден күмәнданамасың? Дәлел болғаннан кейін мен сені шақырып тұрмын қалымыз. Жоқ, тыңдашы, мен саған шындығын айтайыншы, еркексің бірақ ешкімге айтпашы қалым. Арамызда қалып. Сырымды айтамын. Мен ішім толып тұр да, мен еркек болғаннан өзім ұстап тұрмын да. Болды. Қойшы. Жоқ, күйесің қалым мен. 2 күн бұрын вақтыдан келдім ғой жұмыстан. Келгенім құшақтасып, бет сүйіп, бір түрлі сүйді өзі де. Не болды да бір кезде тамақ ішіп, бір кешкісін барып төсекке жатсам, бөлек салып қойып салға. Зуля, біздің бөлмені яқта қойсам, бөлек жата берші. Мен 2 күн болды, енді ғой келгенім дедім да. Зуля қойсайшы десем, бөлек жата берші, қорылдайтын бар. Одан кейін аяғының иісі бар. Әңгімесі сол, түнде сөйлейсің, бірдеңе ұйқым бұзылады деп. Содан 2-3 күн бөлек жатамын. Зуля шаршаған басылған шығар дедім, сөйтсем, қойшы сонда да дейді. Содан бір күн жыным болып кетті. Камераны қойып қойып, ұйықтайтын кезде. Камераны қойып қойып, ұйықтап азында тұрып қараймын. Бір қорыл жоқ. Тып-тыныш кәдімгі масаның ұшып жүргенше, фың-фың деп масаның дауысы ғана естіледі. Мен тып-тыныш. Содан бірден күдігім оянды кәдімгі дейді. Нағып бетті деді. Бардым да Зуляға айтты. Зуля дедім, мен срочно вақты қайтып шақырып жатыр. Мен жұмысқа кеттім дегенім, деп қуанып кетті. Содан киініп алдым да, ана келесі домда жолдас бала бар тұғын, таныс еді. Соған айттым, бір күн үйінде болайын, короче. Келіншегім төркіне кетіп баратыр деп. Сонымен жолдас балам үйіне бардым, оның терезесінен біздің спальный плотный көрінеді. Содан камераны қойдым ғой қалым жаңа. Камераны қойдым. Үйге қаратып па? Үйге қаратып. Түсіріп алдың ба не? Түсірдім. Көрсетші. Міне қара. Кімнің домы? Сенің? Менің домым, Иә. 3-ші подъезд ба? Иә. Машинаны қара. Пәленбай тұратын, Геленбай қарсай. Не Геленбай болса, сен жалғыз сен тұрмайсың ғой дворда. Жоқ, тоқтаса енді сен түскен жігітті қарасың. Ана қара, есікті ашты. Жас жігіт қой мынау. Жас жігіт. Қараса қолында гүлі бар бұл. Қызына келген ғой біреу. Мен де сөйтіп ойладым да. Қазір қара, подъездге барады. Бірден ашылады ғой есікті қара. Ана кірдім ма? Ол сенің подъездің ба? Мен подъездім. Қарасай, көтерілді. Әр подъездге барған сайын светчаны қара. Міне 3-ке келді. Мен нешінші этажда тұрамын? 4 қой? Қара, 3-тен өтті. 4-ке келді, Иә. Енді кімнің үйін свет жанады қара? Көрінбе? Көрінбе қалым? Көрінбе? Көрінбе қалым? Көрінбе? Тоқташы, бұл інің ба, қайның ба біреу шығар? Сен туысқандары шығар, қайдан жоқ, ар жағын көрсетемін мен қалым. Арғарай болды ма не бірдеңе? Мүмкін емес. Зуля ондай болуы мүмкін емес. Қалай ол? Арғарай не болды? Қарасай арғарай не болған? Ол көрсетемін. Анау шешініп, не істеп жатыр? Кәдімгі ше. Соның бәрі түсті ма кәдімгідей? Түсті ғой, не болған қарсай қалып. Кірді да бет сүйіс, менмен өйт сүйіспейді ғой. Қошақтап, мойны асылып, ананы сөйтіп бір кезде сәл тұрды ана жігіт не істеді десей. Қолны шешінді. Сасып қалдым мен, бейт қоям, өң ба түсін ба деп қарасам Толик шешінді. Бірақ шешінгенде Толиктің денесін көрсем, айта алмаймын. Жаман не? Ана жігіттің денесін көрсең, кәт жоқ қой. Пресс кәдімгі дей бұл. Күрек десей бұл? Күрек қой бұлай, күрек. Ана біз шешінген кезде қабырған қақтыген таппай қаласың ғой. Ана Толикті көрсең ше, әйел бұлай тұрсын, еркек қашып болып қалады ғой. Қойай. Бұлай ғой. Бір кезде камера қарып тұрған, ойын бәр Толиктің денесіне кетіп қалған ғой. Қарасам Зуля жоқ. Зуля қақта Зуля. Қарап қалсам Зуля мынандай табуретке мініп алған, үстінде тұрып. Не болды десе қалмау. Зуля шешімді ғой бір кезде. Зуля футболкасын шешіп лақтыр жүріп, табуреткеден секіргенде айтамай. Зуля секір түсіп қойған, денесі бұлай ғой, әбәдәп, әрік, уайбай. Ала жерде ше, Толиктен ұялым көргені бай. Олай әлі тұр, Толиктің көзі олай ғой. Біздің қатында намыс жоқ. Сол кезде Толиктен ұялғанымды көрсең ше. Ұялып өліп қой, көшедегі адам кездеседі ғой. Толикті көріп қалсам не айтам деймін де, Толикті көріп қалсам не айтам. Үйден шығамай қалдым, көшеге шығуға бет жоқ. Неменеге ұяласың сен? Сенің арың таза ғой, неменеге ұяласың? Сен қызықсың ба? Алдынан Толик шыққан маған десе бөліп қойды.
өзім істей алмаймын ше. Ана көз алмай елестейді. Жоқ, бір жағынан көремін де, бір жағынан. Қалып, мен осы уақытқа дейін шыдадым ба, қалым. Мен мынанша ютубқа салам, қояй. Қоятын ештеңе жоқ, салам да подписчикті былай жинап аламын. Бір айда 1 миллион түседі кәдімгідей маған, Толиктің арқасында. Жұрт мені танитындар бар ғой, енді маған айтады, но сен келіншегің емес пе деп айтады. Айтады ғой. Ұялмаймын мен. Иә, мен келіншегім дейді. Бірақ ана Толик кездесіп қалса ше, мен күліп қоямын. Зулияға риза болып ше, Зулияны ойлаймын, жылағым келеді, Толикті ойлай күлгім келеді. Не істеймін да айтшы, досым. Я досым, сен былай істе. Бетіңе маска тағып алсаң. Маска алды. Бетіңе тағып ал. Танымайды сосын. Сол кезде танымайды дейсің. Танымайды. Спокойно жүре бересің. Рахмет досым. Мынау ойнайтын нәрсе емес қой. Ертең бір жүрек ішке түсіп кетсе мына қайғы ше. Алып кетеді мына жаман. Ұйқы жоқ. Жүрші бір шамалы. Күйік басайын жүр. Рахмет досым. Класстас. Ассалаумағалейкум. Қалай жағдай? Отырсың? Отырған. Бала қарап отыр. Бала қарап? Қой, ойбай, бері қарай, алдын осы біз балаға қарап қалсақ, балаға қарайтын еркектерді қатын санайым дейтінен ғой? Енді бастаса көне дегенсің, кәліп. Тыныштық ба? Қатын төркініне кеткен. Жайша? Баланы емшектен шығарамыз деп. Балаң қақта жүр? Жүр анау ойнап. Ойнап. Сырғанап атқан ба? Шынында да баланы емшектен шығарып. Жаман екен, кәліп. Ойбай. Ұйқы жоқ, күндіз күлкі жоқ. Былтыр біз шығардық қана баланы шығардық. Балаңды ма? Ойбай, жаман қи. Түнде әсіресе ше. Бір оянып кете ма, өмір ұқтамайды ғой. Ұйқы жоқ, болды. Сосын ана емшектен шығарғаннан кейін сәл алдандырақта кәмпит сорғызасын. Аузы ойлап. Точно, тура сондай болды ма? Бізде де сондай болып отыр, кәлік. Қиналып кеттім. Анау төбеде сырғанап жүрген. Сырғанап келеді ғой. Жасы қаншада? 2-де ғой. Мынау ше емшектен шыға алмай жүрген бала ұқсамайды ғой. Кәдімгі шауып ойнап жүр ғой. Жоқ, балам шығып кетті ғой. Кәлік. Өзім шыға алмай жатырмын емшектен. Кетей, жүрсің ба? Өзім деген несе? Жаман қиналып кеттім, кәлік. Аузым ойлып түнде ұйықтай алмаймын. Оянсам қайтып ұйықтай алмаймын. Түнімен жылап шығамын, кәлік. Сен бала емес, өзім десе, Өзім қиын болып отыр. Арамыздағысын, кәлік, ешкімге естіп болмас. Дұрыс түсініп отырмын, не ғой? Қатынға жаман бар басып қалғам ғой, кәлік. Мен саған жаным ашыға. Қошем, кәлік, күлмейді. Жоқ, күліп отырған жоқ, жүрсейші. Мен саған бір жанашырлық жасайын. Айтшы. Сен былай жаса. Анау аптекаға барасың да, жан-жағында адам болмас деп жақсылап түсініп ал. Сатушы құлағынан сыбырлайсың. Сосқы бар ма деп болды. Сосын? Соскын аласың ғой. Ана кәдімгідей түнде тұрып бір аңсарың ауады ғой. Ойбай жамансың. Сол кезде ана соскын ем жесең, мауқымың басылады, ұйқыға сразу кетесің ба? Болмайды, кәлік. Оны да көрдім. Соска ем алмаймын, аузым өліп кеткен ғой, кәлік. Натураліне үйреніп қалғам ғой, кәлік. Тоқалың жоқ, Тоқал болса өстіп отырамын ба, кәлік. Тоқал болса қиналма сен. Жаман қиын. Күлмеші, кәлік. Сен проблемамды айтып жүрсің, мазақ қылып отырсың. Мазақ емес, біраз тарап жауап біртүрлі екен да. Кетме, тағы жоқ кететін сияқты. Жоқпай деп ол. Ешкім айтпай. Айтпай. Сен біреу айтып қойсың, әдет
Жаным, көптен бері өзіңе айта алмай жүрген бір жан сырым бар еді. Іште қобалжып тұрмын, жаным. Сен ренжіп қалмайсың ба, жаным? Ренжіп қалмайсың ба? Иә. Менен басқа біреуді тауып алдыңыз ба не? Ей, жоқ ой. Көзімді ашқалы өзіңсің ғой, жаным. Бірақ ренжіп қалама деген іште үрей болып тұр. Ренжімейсің бе? Ренжімейсің ба? Айта беріңіз. Не болды сізге? Неғып отырып алдыңыз? Жаным, мендік болшы. Қыздың алдында отырып алғаныңыз ыңғайсыз ғой, тұрмысшы. Жоқ, тұрмаймын. Өйткені мен чортпын. Чортпын? Иә, чортпын. Жай, ыңғайсыз адамдар қарап қалып тұрмысшы. Жоқ. Қараса қарай берсін. Енді дәл осы жерге келіп чорт боласыз ба? Басқа жерге адамдар жоқ жерге барып чорт болсаңызшы. Көрсе көре берсін. Бүкіл ел көрсін. Бүкіл әлем көрсін. Менің чорт екенді. Енді бірден чорт боласыз ба? Кейін 5-6 жылдан кейін өзім-ақ чорт қылып аламын ғой. Жаным, мен саған салмақ салғым келмейді. Сені әбігер қылғым келмейді. Мен ақыр чорт болатын болсам, дәл қазіргі сәттен бастап сенің чортың болғым келеді, жаным. Жарайды, келістім, чортым. Жаным, мені тағы бір рет чортым деші. Чортым, Тағы бір рет. чортым менің. Жаным, мен әлемдегі ең бақытты чорт жігітпін. Ассалаумағалейкум, замандас. О, алейкум ассалам. Аман ба? Әлхамдулилlah. Шүкір. Өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір Аллах. Сол анау жақтан алыстан өзіңізді көріп, ойпырмай бір қалада да үлкен ақсақалдар бар екен ғой деп, бір көзім салып келатыр едім ғой. Осы қалада тұрасыз ба? Ой, жоқ. Мен де ауылдан келгем. Ауылдан? Ауылдан келгем. Бәсе. Қалада бұл шалын ағып жүр деп. Я, бала тұрады, немерелерді көріп кетейін деп сағынып келгенбіз ғой. Өзің қайдан? Мен анау жаңа қорған жақтан Бірлік деген ауылдамын. Анау Бірлік. Өзіңіз қай ауыл? Мен анау Түркістанның мынау шығыс жағында таудың етегінде Қантағы деген ауыл бар. Кентау деген қаланың ар жағында. Кентаудың ар жағындағы. Нағашыларымның ауылы ғой. Сол ауылданмын мен. Сол ауылданмын мен. Ойпырмай құрдас. Ауылға жетпейді екен, құрсын мұны. Мына қалаға келіп кәдімгідей қиналдық. Менің анау бір жа мәдениет деп қалдыңыз ғой. Менің ана бір келінім әнші. Әнші. Сонымен бүгін кеше азында тұрып, ойбай ата қаланың мәдениетін көріп кетсеңіз деді. Ойпырмай, мәдениеттің бәрі, білімнің бәрі, жаңағы жақсылықтың бәрі қалада деуші еді. Әне жүр анау. Жалаң бұт, жалаң бас әне біреулер. Әне біреу жаңа сүйісіп құшақтасып отыр. Ойбай. Ой, не істеп отырсың? Ұялмайсың ба? Келіншеңді үйіңе апарып құшақтамайсың. Қайдағы келіншек дейді? Қазір таныстым дейді. Ой, қазір таныстың қалай сүйіп отырсың дедің? Идиот содай дейді маған. Сол тек төмен қарап жүресің, бас көтерсең ұят. Құрсын. Ауылымыз рахат екен. Мынау ауылда бар ма? Ауылда иман таразы екен. Анау үлкеннің алдын кесіп өтпеу. Сол ғой. Сәлем салу, басына орамал тағып жүру. Мынау ұзын етек, ұзын жең кию. Мына ауылда бар ма әлде иман таразы екен. Иә. Мына қалаң бұзылып тынған екен. Жоқ. Масқара мынау, масқара. Содан жәнде өзің айтып тұрсың ғой тілге тиек қып мәдениет деп. Ана мен келінім әнші. Осы қалада. Сонымен кеше баламма айтады, ата ана келініңіздің жұмыс істейтін жерінде барсаңыз концерт болайын деп жатыр деп. Сонымен бәрекелді. Анау әншілер жиналатын бір не бар екен, не деді? Филармония. Сондай бірдеңе осы әншілер жиналады екен. Сонымен бала беріп барды машинесіне мінгізіп алып. Бардық.
Керемет енді, керемет жер екен. Енді Содан отырмыз, жұмсақ орындық, бетіп отырмыз. Бір кезде жайлап перде ашылды. Қарасам бір 100 шақты адамды сахнада отыр. Мыналар сыймай қалған ба деп арқама қарасам, арқам бос. Түсінбедім енді. Содан бір кезде отқан ек, бір кісі шықты сахнаға, қолында таяғы бар. Өз шашақ арып кеткен, осы біздің өкшемізді алып кеткен біреу енді. 70-сін жобалап қалған. Келді да төп тыныш отқан адамдарды өзі бұлықтады. Қолында таяғы бар екен, маған қараған жоқ. Арт қарап тұрманларға, не болды деген еді. Бір кезде жамыраса бола ма? Мана жағы шулап кетті. Анау таяғын алып, қойсаңдаш деген еді. Оң жағы маңырай. Оң жағын айқайласа, сол жағы бір кезде анау жындандау деймін. Басы былай кетпейді, ептірілді. Судырғы барау дедім. Бір кезде ол төр жағында бір ақыл тоқтатқан бір ересек біреу отыр екен. Соған қаратты. Айналайын, сен қойшы ересексің ғой деген еді. Ананың арқасы барау деймін. Бірдеңені тақ еткен шулады. Айтып тұрмын ғой, үлкенді сыйлау жоқ. Жоқ. Бір кезде анау бізге қарады. Бір кезде сол кезде көрді ау деймін. Бізге қарап, не істеймін деді. Мыналар сыйламай отыр. Мені адам сыйламайды, басымды кесіп тастаңдар деді. Басымды кесіп тастаңдар. Біз не деп кешеміз деді. Өзің ғой деген жоқ, мен емес деді. Мыналар кінәлі деген еді. Аналар орнынан тұрып кетсе болады. Орнынан тұрды да біз емес деді. Мынау кінәлі деді. Шық болды. Үйге ашуланып келіп келінмейді. Не істеп жүрсің дедім. Мәдениет қайда? Үлкенге ізет, кішіге құрмет қайда дедім. Ой, сен оны айтып отырсың. Сенің тыңдап отырып, сенікі ойыншық екен. Ондай театрыңа кеше мен де бардым. Менің де бір келдім сондай жерде істейді. Сондай жерде істейді, жаңағыдай ұрып кеткен жерде. Не дейді, ана картаның аты бар ғой, тәңір еді. Дамы ба? Балет. Балет деген театр бар екен. Картаның атымен балет деген театр бар екен. О, кеше билет әппедім. Аташқа барып бір көрсеңізші, қаланың мәдениеті. Өнердің бекзадасы деп қояды. Өнердің бекзадасын көріңіз деді. Ойбай көрейік. Өнеріңнің бекзадасын. Иә. Деп бардым. Барып отырдым. Адамдар кіріп атыр. Бір кезде жарықты өшірді. Тас қараңғы болды анау. Бір көргендей болдық. Ойпырмай бір сұрақ жауап қалатын біреу кеп қала ма деп. Зәрем қалмай тұр. Ондайды көрмегем. Бір кезде бір мынау перде ашылды. Мына шеттен біреу жүгіріп шықты. Оғымай. Жалаңаш үстінде майкісі бар. Бұтына колготки киіп алған бір еркек шықты. Еркек колготки киіп алған? Еркек шыққан. Оңбаған. Бары жүгірді. Бері жүгірді. Іздеді біреуді. Енді жалаңаш шыққанда қарағанда қатыны туалетке шығып кеткен. Соны іздеп шыққан ау жобамда. Бүйтеді, көрдіңдер ма? Бізді қайдан көрді? Көрген жоқпыз. Иә. Бір кезде со шеттен бір жалаңаш, жалаңбыт бір қатын шықты. Оңбаған, а? Соның қатын ау дедім. Сөйтіп еді. Ана тау өз қараңғылау. Барды да ананы ұстап. Сен емес деп итеріп жіберді. Не дейді? Ол кетіп еді. Бір 6 ма, 7 ма, 8 ма қатын шықты ғой. Тур жаңағыдай. Олардың бәрін ағып жүр ғой. Ойбай, жалаңбыт анаға қарай алмайсың. Өңшең көргенсіз, ұятсыз, бұты жалтыраған, төсі жарқыраған бір бәлелер шықты. Анау келді да келесін бүйтіп қарады анаған. Сен емес деп лақтырады. Мынаған қарайды, сен емес деп лақтырады. Бір кезде анау бетті қойып, көтеріп алып, бұтқа қарауды шығарды анау. Бұтына қарап іздеді. Адамның ба? Қатыны іздеп жүрген сөйтсен. Алады да бұтына қарап лақтырып жібереді. Бұтына қарап лақтырып жібереді жаңа көргенсіз. Бір кезде тапты. Болды да ар лақтырды, бер лақтырды ана кешен. Ой, ол қатында үйреніп қалған екен. Домалап бір тұрып кетеді жаңа. Домалап бір тұрып кетеді. Асық секілді. Ой, құрмай асық құсап. Содан бір уақытта келді дағына. Сенің деді, бұдан кейін деді, өстетін болсаң, бұтыңды айырам деді жаңа. Ой, құрмай, а? Ой, құрмай, ананың бұты деген, ой, айырып кетеді ау дедім мен. Екіге бөлініп кетеді ананың денесі. Соны айтты, лақтырып жіберді. Ол мен алып беріп, бетіп алған. Ойбай, мен қайдан білем сен бұдың. Осы ма деп. Ой, сұмдық масқара болды. Ой, шығып кетейін десем, есік таппайым. Тас қараң, тас шубап көзімді отырып біткенше. Соны айттым беру бұны, бұтын көруге келдім мен бұның. Ой, құрып кетсін. Бүгін билет аламда қайтам. Қайту керек жоқ. Ана немереден де алып ауылға барып оқытам.
қаланың мәдениеті міне. Біз мына балдарды қалаға жібереміз деп бұзып жатыр екенбіз. Бұзып жатырмыз. Мен алып кетемін ертең. Немерлерім қалдырмаймын мен. Мен де кешегіден кейін әкетемін. Қалдырмаймын. Сағатың неше болды, құрдас? Сағат әбет болып қалды. Әбет болып қалды. Ойбай, мен пойызыма жиналайын. Немерлерімді алып қайтамын. Қалса қалсын балдар. Ауылдың тәрбиесін берейік. Ой, болмайды екен. Мынау сұмдық мынау. Жақсы емес. Жақсы емес. Ой, бәрекелді Асылжан, жарайсың жігіт болып қапсың. Қалаға келіп, әйтеуір қолымыздан келгенше жұмыс істеп. Бәрекелді. Көкем, апамдар аман ғой? Аман есен, үйде. Шүкір. Сен бар ғой? Сен екеуміз біз сондай жақын ағайынбыз. Сейітжаппар көкем бар ма? Сенің әкең? Иә. Менің әкеммен шөбере ағайын. Сонда екеуміз шөпшек ағайын боламыз. Туысқан екеуміз ғой? Туысқанбыз ғой, бауырымыз ғой бәштей. Ой, бауырымыз біз. Сен фамилия кім мысалы? Батталып. Қалыбайып мысалы енді. Ол енді сондай болады енді, аталар ғой енді, әркім өзінің атасының фамилиясы кетеді. Ой, біз жақынбыз біз. Ой, сендер кішкентайсыңдар ғой, білем, көбісінің көзі кетіп қалды үлкендер. Содан кейін бізде басқа қалаға көшіп кеттік. Енді балапан басымен, тұрымтай тұсымен сондай бір заман болып кетті ғой. Енді ғой ес жиып ағайындарды іздеп жатырмыз ғой. Өзіңді бала шаға, келін ондай. қанша болып қалды? Бойдақпын ғой әлі. Бойдағы несі? Үйленбегенмін әлі, бойдақпын ғой. Жаспыз ғой әлі, қайда әлі. Жақсы нешеде? 30-дан астық қой. Ой, мұнау, 30-дан астық қой деп. Ой, сенде 30-дан менің 3 балам бар тұғын. 4-шісіне аяғы ауыр тұғын. Жеңешеңнің. Ой, не жүрсің мынау сенікі? Құдай қаласа деп жүріп. Ой, Құдай қаласа сен әрекет қылсай сен. Болмайды мына жүрсің. Ой, 30-ға келсең, орта бұзатын жасқа келдің ғой сен қазір. Ой, болмайды мына жүрсің. Бұйырмай жатыр да енді. Не ма, денсаулық жоқ па? Жоқ ғой, медосмотрдан өттім ғой. Не ағып үйленбей жүрсің енді? Енді, жайлап енді. Қалай бұлай өзі бұлай? Сөз салып жүрген қызың бар ма өзі? Бар ғой, қаланың қызы ғой. Ой, қаланың қызы не қыласың? Ауылдың қызын алмайсың ба? Қай жүртім қаладан болсыншы деп өзім амандағам ғой. Ой, қаланың қызы қатын болмайды ауылға, мен саған айтайын. Онда сен бұлай қыл. Біз екеуміз жақындасайық. Мынау ағайындығымыз бар бір жағынан. Бір жағынан мына үйдегі жеңешеңнің бір сіңілісі бар. Ауылда тұрады. Енді бар ма? Енді зор қыз енді анау. Қатын болатын қыз болды ғой. Қатын болатын қыз енді. Өзі сұлу, әдемі. Өзі пысық. Сиырды сауады. Міне, көбіне піседі. Майды шайқайды. Ой, қолына келмейді. Анау қамырды илеп, нанды жапқанда бар ма табаға? Майды жағып жей бересің онан. Пысық екен ғой. Ой, пысық қыз. Пысық қыз. Сен соны ал. Екеуміз бажа болайық. Әрі туыспыз, әрі бажамыз. Қайттан баяғы өзіміз ағайын болып араласамыз. Болмайды ағай. Неге? Мен оқыған көз ашық көкірегі ояу қыз аламын. Көкірегі ашық дейді? Көз ашық деген ғой. Көз ашық. Мен мейлі ғой. Қалан қызын алайық. Ол анау да оқыған. Ана қызда. Мектепте қазақ тіліне сабақ береді. Бір-ақ тіл біле ме? Бір тіл ғой, не аласы басқа тілді? Мен бағана қызым бар ғой, 5 тіл біледі ғой. 5 тіл? 5 тіл біледі. Бір тіл білетін қатынды игерамай жүрміз ғой біз. 5 тіл не қыласың? Өзің қанша тіл білесің? Бір тілі ғой, қазақ тілі ғой. Ой, сен де қатыра дегенсің. Өлетін шымшық бір күтпен ойнайды деп. Ойланса, ертең fuck you десе не дейсің ал? About my home, oh shit, fuck you десе не дейсің ал? Не дейсің? Everybody now десе не дейсің ал? Міне деп отырасың өз. Сосын басыңа міне болады анау. 5 тіл білетін қызға 5 тіл білетін жігіт керек өзіне лайық. Не қыласың сен? Қоя ғой. Көкем үйде ма? Үйде ғой. Сейітжаппар көкем? Үйде. Мен көкеммен барып өзім сөйлесейін. Сен бар ғой, мына түріңмен тағы 30 жыл жүрейін деп тұрсың. Барып Гауһар апам шайын шейін, амандасып қайтайын. Жүр. Балдызды аласың сен. Аласың балдызды. Қалай өзің?
Ей, күтіп алам деп тұрмын ғой, бара жатырмын ғой, бара жатырмын. Не болды, не звондай бересің, не? Күтіп алам деп тұрмын ғой мен саған. Күйдіресің адам. Ей, күтіп алам, күліп тұрып, ыржиып, күтіп алам мен алдынан шығып. Күтіп алам! Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Досым қалай? Жақсы. Жағдай қалай? Жақсы ма? Жақсы. Не көңіл күй жоқ қой? Көңіл күй болмай. Тыныштық па? Тыныштық болмай тұр ғой сол. Айтсай? Енем келатыр үйге. Ене? Иә, енем. Енең келсе рахат емес па? Ет продукт әкеліп кәдімгідей жайнап қаласыңдар ғой. Қандай рахат, несі рахат оң? Алып келген продуктысын өзі жейді да, артылған өзі қайттан алып кетеді ғой. Онымен қоймай бар ғой. Келеді да анау. Осы жарасып отқан осыған қатынды бар ғой. Бұзат та кетеді ғой. Сол келсе болды. Қатыным айнит та қалады. Ырду-дұрду айқай шу. Бұзат та кетеді ғой. Ойбай ана байың қайда жүр? Неғақ кешігіп жүр? Қайға кеткен білесің ба? Бұтты су, ұрсамыз да қаламыз екеуміз. Онда қиын екен енең. Сол ғой, сол болып тұр ғой. Сол бір сағаттан кейін түсет бар ғой, пойыздан. Досым. Ау? Қолың бос па? Қолым бос болғанда үй жаққа кетіп баратқан мен бұлай. Бір өтініш болып тұр сенен ше. Айтсай? Досым, бардық, енемді күтіп алшы. Жынды болдың ба сен енеңді мен күтіп алып, өзің күтіп алып бар? Мә, досым, мен үшін күтіп алшы, бір құтқаршы мені. $100 берем, $100 берем. Күтіп алшы. Қанша? $100. Еркекше? Еркекше. Қай бағын? 6. Бол. Алдап кетпейсің ба? Алдамайым мен, тез-тез бар. Еркек сөйлеген өлгені. Ертең айнып жүрме досым. Алдамайым. 6-шы вагон? 6-шы вагон. Болды. Точно келеді ғой, келеді деп тұрмын ғой мен саған, не? Күтіп алшы бар. Кемей қалып, мен әуре болып қалмайын, шығын болып. Кемей қалса мен саған $500 берем. Қанша? $500. $500? Е? $500. Енеңді өзіңнің үйіме алып кетем. Бақ қағам. Алып кетші. Қай вагон? 6-шы вагон. Болды. Әкем бұның бәрін не үшін айтып жатыр маған? Мен бұны онсыз да білем ғой деп отқан шығарсың. Бұл мынау жеті атадан келатқан жеті ұрпаққа өсиет бұл. Мінекей, біздің ата бабаларымыз сондай қасиетті болған. Міне, сол қасиет менде бар, менен туған сенде бар. Міне, бұл енді аманат па, анау ары қарай кету керек немереден шөбереге. Мінекей. Мен осы күнге қалай жетті деп ойлайсың сен? Міне, осы күнге мен адалдықтың арқасында жеттім мен. Міне, мен біреудің артынан өсек айтқан емес, біреудің ала-жібін аттап, немесе біреудің тиынын алып, ақысын жеген адам емеспін. Міне, соның бәрі адалдықтың арқасы. Мінекей, осындай жағдайға, осындай дәрежеге қалай жеттім мен? Мінекей. Біздің жеті ата, жеті ұрпаққа кеткен, жеті атадан келатқан өсиет бар. Мен соны сен әдейі шақырдым сені. Бұл әкем айтқан бұл өсиет маған. Мен саған айтып отырмын, көзім тірісінде айтып кетейін. Мойнымда жаңағы қарыз болып қалмасын. Сен де айтуың керексің. Ардай балдарыңа, немерелеріңе. Мен саған айтарым балам. Бүгінгі істі ертеңге қалдырма. Міне біздің әулеттің өсиеті осы. Көрдің ба? Келді ма, шаруа? Істеп таста болды. Келді ма, істеп таста болды. Қарама ештеңеге. Жалқауланба, ешқашан ерінбе. Бүгінгі істі ертеңге қалдырма. Болды. Сонда өсесің, өнесің. Ал қалдырдың ба ертеңге? Жалқауландың ба? Біттің. Аштан қатасың, көштен қаласың. Өсіп өнуіңе қиын болады ертең. Міне сондықтан осы өсиет жету керек ұрпақтан ұрпаққа. Мінекей.
Жалқауданба. Істеп тастап, өліп баратсың да істеп таста. Ұйқың келді ма? Ұйқың келді ма? Бірден жатты ұйықтап ал, давай, ұйықтап. Қалдыс қой әке. Қалдыс қой. Ой, күн батып кетсе үлгере алмай қаламыз қазір. Жат ұйықтап ал. Ұйықтап. Көзін жүме, көзін жүме. Әкем бұның бәрін не үшін айтып жатыр маған? Мен бұны онсыз да білем ғой деп отқан шығарсың. Бұл мынау жеті атадан келатқан жеті ұрпаққа өсиет бұл. Мінекей. Біздің ата бабаларымыз сондай қасиетті болған. Міне, сол қасиет менде бар, менен туған сенде бар. Міне, бұл енді аманат болып анау ары қарай кету керек немереден шөбереге. Мінекей. Мен осы күнге қалай жетті деп ойлайсың сен? Міне, осы күнге мен адалдықтың арқасында жеттім мен. Міне, мен біреудің артынан өсек айтқан емес, біреудің алажыбын аттап, немесе біреудің тиынын ал, ақысын жеген адам емеспін. Міне, соның бәрі адалдықтың арқасы. Мінекей, осындай жағдайға, осындай дәрежеге қалай жеттім мен? Мінекей. Біздің жеті ата, жеті ұрпаққа кеткен, жеті атадан келатқан өсиет бар. Мен соны сен әдейі шақырдым сені. Бұл әкем айтқан бұл өсиетті маған. Мен енді саған айтып отырмын, көзім тірісінде айтып кетейін. Мойнымда жаңағы қарыз болып қалмасын. Сен де айтуың керексің, ары қарай балаларыңа, немерелеріңе. Мен саған айтарым балам. Бүгінгі істі ертеңге қалдырма. Міне біздің әулеттің өсиеті осы. Көрдің ба? Келді ма, шаруа, істеп таста болды. Келді ма, істеп таста болды. Қарама ештеңеге. Жалқауланба, ешқашан ерінбе. Бүгінгі істі ертеңге қалдырма. Болды. Сонда өсесің, өнесің. Ал қалдырдың ба ертеңге? Жалқауландың ба? Біттің. Аштан қатасың, көштен қаласың. Өсіп өнуіңе қиын болады ертең. Міне сондықтан осы өсиет жету керек ұрпақтан ұрпаққа. Мінекей. Жалқауланба. Істеп таста, өліп баратсың да істеп таста. Ұйқың келді ма? Ұйқың келді ма? Бірден жатты ұйықтап ал, давай, ұйықтап. Қалдыс қой әке. Қалдыс қой. Ой, күн батып кетсе үлгере алмай қаламыз қазір. Жат ұйықтап ал. Көзін жүме, көзін жүме. Алейкумассалам, қалайсыздар? Жақсы. Шүкір Алла. Аман есенсіз ба? Я, жүріпсіңдер. Мына ақсақалда, мына досым екеуміз келе жатып, өзіңізді көріп, таңырқап, ай қалада да осындай ақсақалдар бар екен-ау деп ойланып келатқанбыз ғой. Қалаң кісізбіз сонда? Жоқ, ауылдан келгем. Бәсе, ауылдан. Айттым ғой, ауылдан келген. Қалада жоқ қой бұндай? Сіз секілді ақсақалдар жоқтың қасы ғой қазір, қалада жоқ қой. Шынымен ай? Телевизордан ғана көретін болдық қой, кинолардан. Мынау енді ақсақал бір сұрағым бар да. Осындай жасқа жетудің сыры неде, а? Дәріштіңіз ба? Жоқ, спортпен айналыстыңыз ба ақсақал? Жоқ. Дәріде ішкен жоқпын, спортпен айналысқан жоқпын. Ай, бұның сыры бар ма? Бұның сыры тазалықта. Тазалық. Қалай сонда? Тазалықта? Мынау біз ауылда ішіп жеміміз, мына ауамыз, ішіп атқан су, мынау жүрген жолымыз, топырағымыз бәрі таза ғой. Ай, сендер қалада тұрбасыңдар қазір. Иә. Таңертең тұрасың. Жұмысқа барғанша анау машиненің уын жұтып барасың. Анау көлікке мінесіңдер, у жұтасыңдар, түсесіңдер, анау үлкен зәулім заводтарға барып жұмыс істейсіңдер, у жұтасыңдар.
Содан мынау 50-ден асып 60-қа жетпей кетіп жатқан содан қаладағылардың. Мінекей. Дұрыс айтасыз. Ай, сосын бар ма? Сосын бар ма? Сендердің мынау қысқа өмір сүретіндер қалалықтардың. Қатындарыңнан. Ойбай ақсақал, қатынның не қатысы бар бұған? Ой, тікелей қатысы бар. Қалай сонда? Қатындарың бояна ма? Енді қатын болғаннан кейін боянады. Сендер жұмысқа кеткен кезде қатындарың 5 батпанға бояуды жағады. Оны кеп сосын жалайсыңдар, кеп жалайсыңдар. Нені? Бетін да? Ана беттегінің бәрі химия ғой. Иә? Уланып өліп атсыңдар. Сонда ақсақал деймін да. Сонда ауылдағылар боянбай ма? Жоқ, ауылдағылар боянбайды ғой. Ой, біздің кемпірлер боянған жоқ қой. Біздің қатындар. Ой, біз тазасынан жаладық қой. Экологический чистый. Боянбайды. Ол апаларының ауылда боянатын. Өзі табиғи бояуы бар. Таңынан кешке дейін жүріп жұмыс істейді. Бетінен ау тозаң, шаң тозаң тұрып қалады. Сон жалаймыз. Шамал балшықтың дәмі шығады. А так нормально. Экологический чистый. Тазасынан жалау керек, тазасынан жалау керек. Болды. Дұрыс айттыңыз ақсақал, дұрыс айттыңыз. Бұл әйел заты бар ма, қолда тұрған шоқ сияқты. Шоқ сияқты бит тұрасың міне. Ой, страшно, опасно. Мен енді қанша дегенмен, мынау әйел затын зерттедім да. Енді білесің ғой енді, көргенің бар, жүргенің бар, әйтеуір жаңағы ойға түйгенің бар. Мына әйел заты өзі түсіну қиын. Олар ит сияқты. Ит сияқты? Егер жақсы көресің бар ма, ит сияқты болады, беріледі саған. Қалай сонда? Мысалы, қатты жақсы көрсе, сені жалағысы кеп тұрады. Ал жек көрсе, талағысы кеп тұрады. Жаман десеңші? Жаман, абайламазан. Мысалы, сен үйлендің ғой? Иә, үйленеміз. Қанша бала? Біреу ғой, әсірге. Біреу ақ па не? Біреу ғой бізде. Ой, біреу болмайды, көбейту керек баланы. Бір бала бар ма, ертең эгоист болады ол. Мен жесем, мен кисем, тек қана менікі болса, менен басқа ешкім болмаса, міне көрдің бе? Тас жүрек болады Тас жүрек болады, без бүйрек болады ол. Бала көбейген сайын, олар мейірімді болады. О, бөліскенді біледі. Көрдің бе? Сондықтан баланы көбейту керек. Әйел де сондай. Қалай сонда? Әйелді де көбейту керек. Баламен қатарластырып. Айтпесе эгоист болып кетеді әйелде. Мен тек қана мен ішсем, мен жесем, мен кисем, бәрі менікі болса дейді сосын. Әйел де эгоист болып кетеді. Сондықтан рұқсат берген шариғат бойынша төртеуін алу керек. Бірден емес та, бірде жайда әсті. Сонда бармал болады, түсінігі мол болады. О, солай. Қанша дегенмен де дәл қазіргі заман жақсы ғой. Сендердің замандарың ғой қазір, рахат қой мынау. Жоқ, сіздердің мына союз кезі жақсы негізі. Сіздердің кездеріңіз. Ой, қазір жақсы деймін. Союз кезінде не болды? Қазір қарасай. Қазір қара, қалаған машинаңды мінесің. Қалаған үйіңді аласың. Қалаған шетеліңе қыдырасың қазір. Союз кезінде не болды? Ешқайсысы болған жоқ қой. Ой, қазір отырып бала-шағамызды телевизор көре алмай қалдық қой. Ой, көретін ештеңе жоқ, көруге болады. Бәрі ұятсыз. Сіздердің кездеріңізді айтыңызшы, мысалға, Ну погоди деген қандай мультфильм ғой. Ой, Ну погодиді вообще көрсетуге болмайды жастарға. Қанша жыл болды шыққанына? 40 жыл болды. Міне анау мейірімділік бар да қасқырда. Қандай мейірімділік? Қоянды ұстайды да жібере салады ғой. О, ақымақ айтып тұрған сөзін қара. Сол қоянды жетіскеннен жібере ма сол? А? Жетіскеннен жібере ма? Қоянды ұстай берген кезде милициялар келеді, аюлар мотоциклмен. Енді ұстай берген кезде аржынан бегемот келеді охрана. Сөйтіп жіберіп қойып жатыр ол. Ал енді бері қара. 40 жылдың ішінде неге ана қоянды жемеді қасқыр? А? Біздің ауылдың қасқырлары 40 жылда қырып тастады қояндарды. Неге жемей жүр? Демек ойы арам. Ана қасқырың педофил ма, маньяк па бір біле анау. Неге жемейді әйтпесе? Ал. Шынында ойламаппыз. Мультфильм ғой, қоя беріңізші. Мультфильмді қарасаң. Ана киноларды айтсаңшы, союздың кезінде. Қайсысы? Ералаш ше. Ералашты вообще көрсетті. Көруге болмайды оны.
Не болып кеттің? Ол нағыз барып тұрған ол эротика бол. Қалай сонда? Басталғаннан қарамайсың ба? Мальчишки, девчонки. А также родители. Қарамайсың ба? Іздеп тұрсың ақымақ. Ойбай аға мына. Амға түсінбеген дымға түспейді. Біз түсініп қоямыз оны. Сіз болмағанда еш нәрсені түсінбейді екенбіз шынында. Көрсетуге болмайды бала шаға. Ойбай аға жаңа үйден шығып келе жатқан кезде мен бала шағам Ералаш көреміз деп жатыр еді. Жүгір. Өшір телевизор, өшірді. Көрсетпе вообще. Ана ысқыратын жерді вообще көрсетпеңдер. Қазір жақсы болады, бәрі қазір жақсы. О, жиен, солай. Нағашыге, осы үйленуге бар ғой, ауылдың қызы дұрыс па, жоқ қаланың қызы дұрыс па? Конечно, ауылдың қызы дұрыс. Ауылдың қызы дұрыс, шаруа болады ғой. Таңертең ерте тұрады, сосын еңбекқор болады олар. Сиыр сауады, нан жабады, ой, рахат қой. Пысық болады, негізі. Пысық болады ғой. Ана қаланың қыздары тәлпіш, ерке, ұйқыбас. Сонда болады, ақса ұсақ болады. Онша тірлікке жоқ. Онда нағашыге, қаладан ауылдың қыздарын тауып алуға бола ма? Болады. Болады, ауылдан келіп отқан қаншама қалаға қыздар бар ғой. Оқуға келіп отқан. Соны біреу тарс етіп ұстамасам, ауылдан ақылды қыздар, білімді қыздар келеді қалаға. Біреуін ұстап ал жақсылап. Бақытты бол сөйтіп. Болды ғой? Отыр ана. Ана отыр. Ауылдың қызы. Қайсы? Ана отыр. Көрдің бе? Әдемі? Әдемі ғой. Ана қаланың қызы отыр. Қайсы? Ана отқан. Қаланың қызы. Нағашыге? Қаяқтан ажыратып отырсыз, екеуі де әппақ әдемі ғой. Иә? Көрініп тұр ғой, ауылдың қызы екен көрініп тұр ғой. Ауылдың қыздары шамалы күнге күйген бір қара торы қыз болмай ма? Қарасай енді ана, құлағын қарасай. Құлағы қап-қара. Көрдің бе? Құлағы қап-қара. Ауылдың қыздары пудраның бетіне ғана жағады. Соған құлағына жақпайды. Құлағынан сразу танып қоясың. Ана қаланың қыздары, ол жақса да жақпаса да құлағына бет аппақ болып тұра береді. Ол ештеңе емес. Сосын екінші айырмашылығы бар. Қандай? Ауылдың қыздарында бір-ақ тесік болады. Қаланың қызында ше? Қаланың қыздарында 5-6, 7-8 тесікке дейін болады. Әне. Қойыңыз әне. Оның бәрін білейін. Ей, не болды? Мынау жынды ма? Жиені, қой деме. Қой деме. Жынды. Не болды саған? 5-6 тесік па? Ой, құлағының деймін, құлағында. Ауылдың қыздарының бір-ақ тесік болады құлағында. Қаланың қызы қарсы ана? Жағалай тесе берген құлағын. Өше, ол аздай мұрны тескені. Тілі. Кіндігін тесет біреулер, сырға тағып қояды сөйтіп. Сондай тесік. Ой, ойың араме. Ойың араме. Әңгіме бағадан бір құлақтар олып отыр. О, келін қалай? Шүкір аға жақсы. Әйтеуір қызмет жасап жатыр ма? Ой, абыройлымын кәдімгі. Мына қазақ атаң айтады. Қатыны жақсы жігіттің дауысы аузынан шығады дейді. Не дейді? Қатыны жаман жігіттің дауысы артынан шығады дейді. Ой, тоба. Қалай бұлай, дауысың нормальный ма? Құдайға шүкір, абыройлымын ғой. Абырой бар. Дауысың ұнамай жүрді ма? Жақсы барлығы жақсы. Өзі қатындар екі түрлі болады негізі. Мысалы, бір әйелдер болады, сондай иманды, инабатты, сондай биязы, көркем мінезді болады. Сенің ата-анаңды құрметтеп, сені бір тұтатын болады. Міне, сенің рұқсатынсыз аттап үйден шықпайтын болады. Мінекей. Ал екіншілер ше, екіншілер? Екіншілер ол енді сенің, біздің қатындар ғой. Түсіндің ғой. Сіздің де жағдайыңыз мәзіме жеге. Енді. Несіп жасырайық ғой. Жігіттің үш жұрты болады дейді. Өз жұрты, нағаш жұрты, қайын жұрты. Өз жұртың күншіл болады, нағаш жұртың сыншыл болады, қайын жұртың міншіл болады. Бірақ осы үш жұрттың ішінде бір саты жоғары тұратын, қашанда төріңнен табылатын бұл нағаш жұрт болады. Айтпай мұны, жігіттің жақсы болмағы нағашыдан, үйдің жақсы болмағы ағашынан деп. Көрдің ба? Ташын айтылған екен. Енді, қазір кезде табыр мақал шықты. Қарының ашсан нағашыңа бар деген. Кейін кезде байқап жүрмін. Қарын ашса қайын жұртына қарай кетіп қалып жатқан жігіттерді байқап жүрмін. Қой деп айтпайсыз ба енді? Айтып отырмын ғой қой деп. Не қоймайсың? Әке шешең маған айтты ғой. Ой, балбам. Досым, сұрақ қойсам бола ма? Қойсай. Сенде да $100 миллиард бар да. Не істейсің айтшы?
100 миллиард долларың бар. Я 100 миллиард. Қымбат бір Toyota мініп алатын ем. Ой, сенде бар ғой, Lamborghini, Maybach деген машиналарың бар, автосалоның бар, еще 100 миллиард долларың бар. Не істейсің, айтшы? 2 этажды үй сатып алатын еме. Ой, сенде әр қалада особняктарың бар ғой сенің. 5 этажды үйлерің бар, еще 100 миллиард долларың бар. Айтшы, не істейсің досым? Президентке сайлауға түсем. Сен президентсің досым. 30 жыл болды сен президентсің. Еще 30 жыл боласың. Саған ешкім кет демейді. Еще 100 миллиард долларың бар. Не істейсің, айтшы? Онда бар ғой. Бүкіл ақшаны туалетке кіргізем да. Күніне бір үйлеп тұрып артын түзетем. Туалетіне бумага қылам. Далбан. Не болды? 500 мың теңге кредитімізді өшіріп берсең өлесің ба? Жұмот екенсің ғой таза, я? Ой, кредитім бар екен білмес қой, досым. Доллар теңгемен қанша қазір, досым. Ата! Ай, не болды? Ай, ташқы не болды? Мені ешкімге көрдім демек шаты. Ұстаз аямайды мені. Ой, Асылжан, айтсайшы не болды? Көрген жоқсың мені көге. Ой, ақымақ. Не болып қалды көне? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум, ай, не болды? Ой, шаршап өлетін болдық қой. Нардан бір жас жігіттің жүгіріп өткен көрген жоқсыз ба? Жоқ, көрмедім. Таныштық па? Кредит абаған, 5 кредит абаған, қашып жүр соттай. Оны ұстап алып не істемекшің? Қамаймыз, соттаймыз апарып. Кім тағы да? Кім дейтініңіз бар ма, ақсақал? Бәрі ауылдың, бәрі 4-5 кредиттен абаған, шетінен қашып жүр, ұстатпайды. Сон бәріне дос қолап жүрмекші? Қамаймыз барып шетінен. Ой, ақымақсыңдар, бастарың істемейсің. Неменеге? Ақыры бәрі кредит деген, аяққа бәрі қашып жүрген. Одан да ауылды сырттан темір тормен қоршай салмайсыңдар ма? Сотты алып ішінде жүре берсін. Ой, жұмыс істей алмайсыздар сендер. Сөйтетін ақ нәрсе екен, бастық айтып көрейінші ме? Айт, бастық. Досым, кешке Нұртазан үйіне барайық. Не жынамын отыр өзі ішекті. Вақтыдан келді ғой олай. Ассалаумағалейкум. Қалай, балдар? Қалайсыз көке? Отыра берейін ба? Отырыңыз. Иә, жолдың бойында отырыпсыздар. Демалып отқан көке. Жолдың ақысын беріп отырсыңдар ма? Жолдың ақысы несі? Енді ары бері өткен адамның жағдайын сұрап, қолын соғып амандасу жолдың ақысы деп есептеледі. Егер олай жасамасаң, анау мешітке, медресеге немесе жоқ жүктізге беругенсің бірдеңе. Оны білмейді екенбіз көке. Сондықтан шариғат айтады. Кім жолдың... Ол шариғат деп осы жүрген жеріңізде миды ашып бітірдіңіз ғой. Қысқа нұсқа айтсаңшы, қысқасы не дейді шариғат? Қысқа айтсаң түсінесіңдер ме сендер? Адам түсінеміз ғой. Қысқасы не дейді шариғат? Көтіңді қысып жүр дейді. Не дейді? Кісінің ақысын жеме дейді. Атанаңды сыйла дейді. Ана аузындағы арамға жолама дейді. Не дейді шариғат? Ешек бастырып жүр. Жаман айтты ғой. О, биыл ауылға келіндер жақсы түсті. Көп той болды ғой бір. Мына келе жатыр біреу. Сынап көрейік. Амансыздар ма? Ай, келін сәлем қайда? Ой, ма. Бақытты бол. Кімнің келінсің? Атамның аты Далабай, енемнің аты Шөмішкүл. Ата енесінің атын айтып тұр. Жетіскен екен. Көргенсіз. Тағы біреу келе жатыр. Саламатсыздар ма? Ай, сәлем қайда келін? Сәлем бердік. Бақытты бол. Кімнің келінсің? Атам аты Шөлбай, енем аты Тұрғанай. Ой, алло. Масқара атын айтып көргенсіз. Көргенсіз. Мына бір келін келе жатыр. Мына кімнің келін? Қасқырбай мен кімдікі ғой, жібектің. Амансыздар ма? Ой, айналайын, бақытты бол. Өзі салбады сәлемді. Ай, кімнің келінсің? Атам мен енемнің. Атаң аты кім, енең аты кім? Атам аты Волк, енем аты Шок. Ой, айналайын. Қасқырбай жібек. Бақытты бол. Міне, сондықтан кім әйелін анасынан жоғары қойған былай қойсын. Қатар қойса тозақы болады. Ананың дәрежесі жоғары. Молдеге, ассалаумағалейкум. Молдеге, бір сұрақ. Айт. Әйелдерден әулие шыққан бет? Шықпаған? Әулие, әмбие, пайғамбар бәрі еркектерден шыққан. Онда сүйінші. Біздің үйдегі келініңіз әулие болды ғой? Қой? Иә. Қайдан білдің оны? Түнде көрпесіне қарасаң жарқ-жұрқ ет, жаным өшіп, нұрланып жатыр ғой Молдеге. Сорлы, Ол келіна көрпенің астына жатып сенің телефоныңды ақтарып жатыр. Құра жүгір, сорлы ұсталдың. Сорлы, коды бар ма еді? Коды жоқ, сорлы. Сен телефон қайда? Қалданда тұр. Точно ма? Өмір сүткі. Сорлы, жүгір, сорлы. Өзінде. Опа. Әне. Бірге ал. Солай. Солай дәңіз Молдаке. Молдаке тағы бір сұрақ бар да. Ал. Мемлекеттің заңы менен шариғаттың заңы бір-біріне қарама-қайшы келіп қалмай ма?
Жоқ, қайшы емес. Мысалы, сіздің де ойлағаныңыз елдің амандығы. Менің де ойлағаным елдің амандығы. Дұрыс па? Міне, екі заң бірдей. Коллегамыз ғой. Сөйтіп қойыңызшы молдеке. Молдеке тағы да бір сұрақ бар да. Қойшы. Шариғатта шынында 4 әйел жайлы жазылған ба өзі? Айтылған ба? Айтылған ғой. Құлдарым сендерге 4 әйелге рұқсат бердім деген. Ай, кезінде бабаларымыз бар ма? 4 әйел алмаса, оны хандыққа, болыстыққа, сұлтандыққа, билікке отырғызбаған. Неге? Ай, ойласай, 4 әйеліне билігі жүрмеген адам, сөз жүрмеген адам, еліне сөз жүре ме оның? Мінекей, көрдіңіз ба? Енді тағы да бір сұрақ бар да молдеке. Айтшы. Өзіңізде қанша әйел болды молдеке? Бауырым, бұл допрос па, интерес па? Интерес қой молдеке. Сұрағың көбейіп кетті сенің бар ғой, просто. Милиция деген сайын мышып кеттің ғой сен. Молдеке, сіз дұрыс түсінбей қалдыңыз ау. Ниет бар да просто молдеке. Жан, тоқташы жан. Не болды сонша? Тұрдың да прям кетіп қалдың ғой. Не болды? Неге қыздарың алдында ұятқа қалдырасың мені? Бұл сенің ауылың ба? Қала ғой бұл жер. Дөрекі сөйлейсің. Еще боқтап сөйлейсің. Оши, не дедің мен боқтап? Міне, уже боқтап тұрсың. Мен саған тұрмысқа шықпаймын. Жоқ, жан, кешірсен, не істейін сен үшін, айтшы. Кешірсен. Жылы сөйлеші маған. Жыл сөйлейміз ғой, мармелад, шоколад деп. Зайка десем болады, жарен жан. Кешірсен. Жан, бүгін қыздармен ночной клубқа барайшы. Қойшы, жаным, ночной клубқа бұзылғандар барады, бармайсың. Ал саған айтпай, қашып кетсем не істейсің? Тауып алам ғой жан сен. Тауып алып не істейсің? Тауып алып па? Жағыңда айырып жіберем ғой жаным. Айттым ғой, сен сондай дөрекісің. Кетші, мал болмайсың сен, мал болмай. Жаным, жыл сөйле дедің ғой енді. Ай, жапсаң да шана есікті дарбазаны мал кіреді ғой. Ассаламағалейкум. Алейкум ассалам. Қалай? Өзіңізді әрең таптым ғой ақсақал. Ана білесіз ғой, баламның бет ашарын өткізіп келін түсіріп алды. Естіп қой. Енді ана құдалар чақырып, құдалығымен тойын берсем ба деп алды. Бәрекелді. Енді мұны ауылдың ақсақалы ғой, үлкеніміз ғой деп алдыңыздан арнайы өтіп, тойға арнайы өзіңізді шақырып, төрімде отырып, батаңызды беріп, тойымды ашып берсеңіз деймін да ақсақал. Айналайын, үлкенді сыйласаңдар жаман болмайсыңдар. Сол ғой ақсақал. Өзіңді сыйлы боласың. Рахмет. Барам, тойымды ашып, 2 жасқа батаңды беріп, бастан аяқ біткенше бірге болам. Болды ақсақал. Ай, құда мен құдағиға не қойын деп атсың? Құдаға жылқы мінгізіп жіберейін деп. Бәрекелді. Ал құдағиға бұзаулы сиыр жетектетіп жіберейін. Бәрекелді, міне. Ең бастысы сол екеуі риза болса болды. Қалғандарын ана-мынау кәсім шалбармен қайтарасың ғой. Сол ғой. Енді дайындық сұмдық енді. Енді жағдайың жақсы ғой сен. 500 адамға той берейін деп тұрмын ақсақал. Бәрекелді. Құдаға үлбіретіп тұрып жылқының басын апарам алдына. Ал ана құдағиға сиырдың жағын буын бұрқырат тұрып апармайын ба? Бәрекелді. Енді бар ғой 500 адамға той, дастархан гүл, 40 жәшік арақ, 20 жәшік коньяк қойып бір тойды өткізейін деп тұрмын енді. Арақ коньяк емес? Сонда 2 жастың тойын арамдамақшысың ба? Енді олсыз болмайды ғой енді ақсақал. Мынауың қандай адамсың? Сен былай істе онда. Ақыры арақ коньяк қояды екенсің? Иә. Онда құдаңның алдына аттың емес, ешектің басын қоясың. Астағфиралла. Құдағиға сиырдың емес, шошқаның жағын қоясың. Астағфиралла ақсақал, не деп кеттіңіз? Қойыңызшы. Ішіп алған адамға какая разница? Аттың етіне, шошқаның етіне? Ят емес пе ақсақал? Бері қара. Шошқаның етін жеген адам 3 аптада тазарады екен. Ешектің етін жеген адам 2 аптада тазарады екен. Ал енді арақ ішкен адам 40 күнде әзер тазарады екен. Әне, көрдің ба? Ой, ақсақал, осындай келген кезде шариғат деп қаласыздар да. Ақсақал, өзіңіз айтыңыз. Енді қара, бері қара. Ертең осы дастарханды арамдап, арам той жасап, балаң мен келініңнен қандай адалдық күтпекшің? Ертең жылайсың ғой сосын, келінім арам болып шықты, балам одан да өткен арам екен деп. Өзің көрсеттің арамдықты. Міне, деп құйып аласың да, ал, бала келін, міне, арамдық былай болады деп тарттың түбіне дейін. Енді ақсақал, құдалар қандай күтті ғой бізден. Құдадан күтті, құдадан ұялып отырсың. Құдайдан ұялмайсың да. Ақсақал, енді сіз айтың шариғат деп. Нан неден жасалады? Бидайдан. Арақ ше? Ол да бидайдан. Енді арағы харам болыпты да, наны адал болып қапты да. Жейсіздер ғой, нанды жейсіздер ғой. Ақымақ айтып отқан сөзің қара. Мақау, топас. Не айтып отсың? Сиырдың сүтін ішесің ба? Ішеміз. Ал, сідігін ішесің ба? Астағфиралла, не айтып кеттіңіз? Не ішмейсің? Ішсе сідігін де ішсей, зәрін. Сүтін ішесің бала шағаң міне.
ана күрішкіні толтырып алып, артына тостырып, көпіртіп алып, ұрмайсың ба? Ой, ақсақал, не айтып кеттіңіз? Ішсей екеуін де ішсей. Ай, сиырдан шығады ғой екеуі де. Ал? Түсіндің ме енді? Сүті адал, зәрі арам болады. Бидай да сондай. Наны адалда, арағы арам болады оның. О, ақымақ айтып отқан сөзін. Еш ақпас. Адал болса тойың барам. Арам қысаң мені жолатпа. Ақпақ сақалымен, қажы басыммен отырады екенде, арамдалған дастарханның алдында мәз болып. Қой. Ақсақал енді әулеттің үлкені. Адал болса ғана барам. Арам болса керек жоқ. Ауылдың үлкені деп шақырып жатырмыз ғой. Ақсақал енді өзіңіз де түсінсеңізші ақсақал. Ол бәрін танимын ғой. Ол әртістер, жұлдыздар бәрін білемін ғой. Союздың кезіндегі. Ақсақал деймін да. Енді мына Союздың кезіндегі бүкіл әртісті де, әншіні де, жұлдыздың бәрін танимын деп Бәрін танимын. Енді сізге сұрақ. Алла Пугачева 30 жасында 1976 жылы 18 июньде Пугачева үшін қандай өміріндегі ең қуанышты сәт болды айтыңызшы? 76 жылы. Иә. Алла Пугачева 30-да. Иә. 18 июнь. Иә. Концерт берді ма? Жоқ, концерт берген жоқ. Клипке түсті ма? Жоқ, қандай клип? Қайдан білейін деп оған? Қаншаға білем деп атқаныңыз, кән? Ой, енді білсең өзің айтшал. Пугачева 30 жаста 1976 жылы 18 июньде қазіргі байы Максим Галкин дүниеге келген. Ба? Иә. Иттің баласы. Қатырам дейтінді. Сонда өз байын өзі. Радомнан ақши. Жарды да білмейді екенсің. Ақсақал, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалайсыз ақсақал? Қалай бала? Күншуақта отырсыз ақсақал. Енді одан басқа не қалды бізге? Дұрыс. Мына армансыз адам ескексіз қайықпен тең дейді. Рас. Бала күні арманыңыз болып пе еді ақсақал? Болған ғой. Қандай арман еді? Ой, бала күнімді армандайтынмын. 80-90-ға кеп, 100-ге кеп, бата беріп, ақыл айтып отсам деп армандайтынмын. Енді орындалды ма? Орындалды ғой. Міне отырмын. Елге бата беріп, өткен-кеткенге ақыл айтып. Енді бала күнгі арманыңыз орындалыпты. Енді қазіргі арманыңыз қандай ақсақал? Қазіргі арманым ба? Иә. Қайтадан бала болсам деймін. Сулифа! Немене қайтылап отырсың? Ой, қайтылап Сулифа! Мен қайтылмын. Мәссаған бар ғой, ана әйелден вообще күткен жоқпын бар ғой. Страшно екен анау, страшно. Я, шын айтам. Қойшы, қайдағын айт. Қыздар, байқап жүрсіңдер ма? Осы күйеулеріміздің басы қосыла қалса болды, 4 қатын алу жайлы көп айтып жүр ғой. Иә? Шариғат заңы, ата жолы дейді өздерінше. Қазақтың санын көбейтеміз деп қой. Соны айтсын. А что если бізде 4 байға тиіп қазақтың санын көбейтсек? Идея! Давай сөйтеміз. Я, қайдағы идея? Қумаңдаршы сендер, а? Мысалы, еркек 4 әйел алса, балаларының бәрі бір руда, бір фамилияда болады. Ал сен 4 байға тисең, қай байыңның руын, қай байыңның фамилиясын бересің, а? Үйтіп, қазақтың санын көбейтпей-ақ қойыңдаршы сендер, а? Ойланып сөйлеңдер. Бүйтіп, кеттік, жай айтып жатыр, жаңылы болсын деп. Мен өз байымыз жетеді. Өзіміздің байымыз қатты олақшы. Әзір түсінбейді екен ғой. Не болды? Ей, мен ұрлық қылғанда ай жарық болды деп. Ой. Мен той жасайтын кезде карантин басталып кетсе бола ма? Ей, сенің есігіңнің алды өзі, бір кең емес па? Жасаса есігіңнің алдына. Тойды ма? Е? Туба, айттыңыз ау сізде. Ет емес? Несі ет, кімден ет? Елдің бәрі ресторанда, тойханада жасап атса мен есік алдында жасап атам ба? Не бөпті? Күлмей ма бәрі? Ей, біз сол есіктің алдына той жасап, сол жерде өсіп өліп, көбейіп көктедік біз сол жерде. Несі бар екен? Енді ақсақал, енді әңгіменің ашығы, енді 400 адам тойына бардым ғой мен. Ал? Енді апарғанымыз бар. Енді жиде болмаймыз мен. Міне сендердің міне тойларың, ниеттерің 2 жастың бақыт емес. Ағайынмен, дос-жаранмен бақталастық. Анау 400 шақырса, мен 500 шақыруым керек. Анау 500 шақырса, мен 600 шақыруым керек. Адам тойды не үшін жасайды, соны айтшы. Тойды адам 2 жастың бақыт үшін. Міне. Жаңа айттым ғой, көпшіліктің дұғасын алу үшін. Міне, ей, мынау айтылған дұға, бата, бұның бәрі сенің мынау дуалдарыңда, сенің есігіңнің алдында қалу керек. Алланың берекесі, нұры қай жерден тілек шықты, соған жауады. Сонда ол саған берекет алып береді. Берекеттерің қалдана барған жеріңде, той жасаған жеріңде.
рахатын біреу көріп отыр. Сонда есік алға жасасаң пайдасы бар екен. Көрдің ба? Рас, мен мұны ойламаппын ақсақал. Ана, екі жас бақытты болсын десең, мынау дұға тілектің бәрі өзіңе дарысын десең, онда есігің алдына жаса. Жүр, дар шақырып алғасын жасайық, жүр. Ой, сендер көп нәрсе білмейсіңдер ғой әлі. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалай бала? Жақсы, шүкір, аман есен. Ой, аман есенсіңдер ме? Білесіз ғой, қызды ұзатып алып келдік. Келді ма? Келді ұзатып алып естіп отырмын ғой. Бәрін естіп отырмын. Енді ана тұңғышым болғаннан кейін ашылып, шашылып, барынша әйтеуір. Қолдан келгенше шашылып жатыр. Бұл қазақтың тойына жететін нәрсе жоқ. Ой, бүкіл әлем қызығады біздің тойға. Не дейді? Ой, не деген дастархан біздің тойларда. Мына қазір кейін кезде бір сөз шықты, мынандай мақал мәтел шығыпты. Не дейді? Адасы бөлгін келсе, орыстың орманына бар дейді. Құла бөлгін келсе, Қытайдың қорғанына бар дейді. Шөлде бөлгін келсе, Арабтың құмына бар дейді. Ал тамақ жеп өлгін келсе, қазақтың тойына бар дейді. Ай, ақсақал-ай, рас сізде. Рас қой. Ай, бір құдалықта 6 тамақ береді. Не деген ақсақал? Сендерге биыл 10 жыл емес па? Да? Я. Не алып Білесің берді? ба, менің шалқарым маған не алып берген? Не алып берді? Салоннан машина алып берді ғой. Надо же. Ал менің ғалымжаным бар ғой, маған красный бриллиант алып берді. Қандай күшті. Иә. Құтты болсын. Рахмет, еще біз шетелге кетіп бара жатырмыз. Мә, қандай күшті. Менің шалқарым, арстаным менің. Арстандай айбатты ғой өзі. Ал менің ғалымжаным жолбарыстай қайратты ғой. Қандай әңгімеден қалып кеттің? Мен туралы айтып жатсыңдар, иә? Жоқ, күйеуіміз туралы. Я. Мен күйеуім Арстан, Менікі жолбарыс. ал сенікі кім? Менікі ма? Я. Менікі де сондай бір хайуан. Іші баса вообще мал ғой, мал. Сендердікі де сондай шығады, иә? Көрдіңдер ма? Міне төрт қатын міне. Мықты болған міне. Ақсақал деймін да, 4 әйел алыпсыз. Сол 4 әйелді улатпай, шолатпай жұдырықта ұстаудың сыры неде ақсақал? Оның сыры мынада. Жалпы мына әйелдерде важный екі тесік болады. Сол екі тесікке сақ болыңдар. Түсіндіңдер ма? Сол екі тесіктен тоқтамай кіріп тұру керек. Сол кезде былай ұстайсыңдар қатындарды. Ақсақал деймін да, бірінші тесігі белгілі ғой. Екінші тесігі қайсы ақсақал? Екінші тесігі құлағы. Бірінші. Аузы. Аузынан тамақ кіріп тұру керек, тоқтамай. Құлағынан насихат, уағыз кіріп тұру керек, тоқтамай. Сендер не ойлап отырсыңдар? Басқаша ойлап кеттім. Ақыр заман қазақ еліктер бұларға не айтып, бұлар не ойлап отыр? Ақсақалдан яқты. Ақсақал, ақсақал. Дада? Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Кіруге рұқсат па? Рұқсат кіріңіз. Қалайсыз, амансыз ба? Жақсы. Не? Я айта беріңіз, құлам сізде, не мәселе? Келіншегіме операция жасау керек. Қандай диагноз? Аппендицит болып қалыпты. Аппендицит болып қалды ма? Қайда келіншегіңіз? Осы есіктің алдында тұр. Болды, жасаймыз. Қиналып. Тоқтай тұрыңызшы. Мен сізді бір жерде көрген сияқтымын. Көргенсіз ғой? Сіз өткенде бір есіме түсті. Әйеліңізді әкеліп аппендицит жасатып едіңіз ғой? Иә. Келіншегіме жасатып, сол қолыңыз жеңіл екен, сол өзіңізге жасатып деп алып келгенмін ғой. Мені мазақ қылып келіп отырсыз ба сонда? Мазақ несі? Неменеге мазақ? Қалай сонда? Бір әйелде 2 аппендицит болмайды ғой? Зато бір еркекте 2 әйел болатын шығар, е? Екінші әйеліңіз ба? Түсінбей тұрмын ғой. Қашан алдыңыз екінші әйелді? Жақында үйленген. Абайламайсыз ба? Шетінен аппендицитін жарып жатсыз ғой. Алла Не болды? Маска тағып алыпсың. Тышық па? Азым жоқ. Иіс сезбеймін, дәм сезбеймін, қарасай. Онан ба? Иә. Сезбеймін. Колбаса? Сезбеймін. Варенье? Сезбеймін. Осы мен ковид болып қалғаннан дейм ма?
Ковид несі жындымыр қайдан айтпашы сенде? Түн мен ауыр жаман мазам болмады ғой. Бірақ қанша ауыр жанға түндегіңе риза болдым, қатын. Түнде өлтірдің ғой. Қош, түнде бірдеңе болды ма не? Оны да сезбедің ме не? Жоқ. Точно ковид болғансың ғой сен, жолама маған, кет бар, жол. Кет, урол, сексологқа бар, жолама. Шай ішіп кетсе ең болмаса. Көзімізді жұмамыз, ашпаймыз, сюрприз. Так, ашамыз. Сыйлық алдым сендерге. Білесіңдер ме не алғанды? Не? Білмейсіңдер ма? Шампунымыз таусылып қалды деп жүріңдер ғой. Фирменный шампунь алдым сендерге. Міне балам, мынау саған Человек-паук. О, рахмет. Папа маған ше? Саған ба? Саған Маленькая фея. Маған ше? Саған ба? Большая ведьма. Қалай? Немене дейді? Большая ведьма. Не болды? Өтірік па не ведьма екенің? Аммасан қой. Қалай, ұнады ма? Ұнады ма? Ырзамын ғой. Осы екі балам ырза болса болды ма? Ведьма шай қойшы. Ғалеке, алтын адамсыз ғой сіз. Дұрыс. Олай шлискім асыра сілтемеңдірші. Сілескім емес Ғалеке. Сіз алтын адамсыз. Айтшы, бірінші алтын адам қайдан табылды? Есік қаласынан табылды. Ал екінші алтын адам біздің ауылдан табылды ол. Ғалекенің ол. Қош? Ғалеке, неше келасыз сіз? 94 кило. Досым, алтынның граммы қанша? 25 мың. Ойба, сонда қанша ақша бұл? Есепте алмайсың, калькулятор керек оған. Ғалеке, біздің бар қазынамсыз ғой. Ғалеке. Қазынам несі, самырық қазынасы сіз Ғалеке. Не тоқтап қалдыңдар? Мақтырай беріңдерші мен, мақтырай беріңдерші что-то. Басында есі көрініп тұрады, что-то. Аяғында үйреніп барадыр денем. Что-то күшті болып барадыр. Менен басқа ешкімнен әңгіме қылмаңдаршы. 30 жыл мақтаңдаршы мені, давай. Жаным, сен мені жақсы көресің ба? Конечно. Мен үшін барлық нәрсеге төзер ме едің? Әрине, жаным. Мысал үшін да? Например, бір әйел келді да үйге. Сөйтті да саған айтты да, мен сіздің күйеуіңіздің екінші әйелі боламын. Біздің баламыз бар десең, мысал үшін, не дейсің? Шашын жұлып қолына берем. Біреуің бар ма не? Жоқ ай. Просто, например, деп айтып жатырмын. Сонда, бұлай дружно, мен үшін сол әйелімен бұлай бөлісіп мені тұра алмайсың ба сонда? Бөлісе алмайды екем. Неге? Өйткені сенің қаныңды өзім ғана ішуім керек. Естің ба? Болды, естім мен. Например деп жатырмын, құрсын. Онда келмей-ақ қойсын онда. Жоқ, не, Құдай бет аулақ қылсын деп жатырмын. Өзімен кетсін деп жатырмын. Алло, Тамара апай? Саламатсыз ба? Бұл Асылжанның папасы ғой? Иә, сіздің оқушыңыз Асылжан. Ата-аналар комитетінің председателі. Иә, қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Ойбай, сағындық қой сіздерді. Ет солай болып қалды енді. Тамара апай, сізден кешірім сұрайын деп звондап жатырмын. Иә, сізді кезінде еді жаздық қой, арыз жаздық. Ата-аналар болып ұйымдасып. Тамара апай ақша жинай береді деп жаздық. Балдарды ұра береді деп жаздық. Иә, бұндай мұғалім бізге керек емес деп. Ойбай, құтырдық қой кезінде. Қадірлеріңізді біліп жатырмыз ғой енді. Иә. Ау, не үшін звондасыз? Тамара апай. Мына жалмауыздан құтқарыңызшы мені. Құтқарыңызшы мына жалмауыздан. Құтқарыңызшы мені. Оқы сабақты. Құтқарыңызшы мені. Тендер. Жеңдер, тендер. Шетелге шамызжан.
атын білмейді. Ай, мына әлі ұйықтап жатқан несі? Жаным, халықтың қалаулысы, елінің елеулісі, депутатым менің. Тұр депутатым. Ұйқымнан тұрса енді? Қошы ұйықтаймын. Ай, бір апта болды ғой жұмысқа бармағаныма. Тұр. Жаным, қазір жұмысыңа барасың. Мына жерге значогыңды тағасың. Сосын көп болып коллективіңмен жұмсақ креслода отырып ұйықтайсың, жаным. Отырып ұйықтауда шаршап кеттің мен. Қой енді. Жаным, елім халқым деп жүр ғой, жаным. Қатын. Отағасы. Кел бірі. Шықпай болып қалдым. Отыр мына жерге. Сен мені жақсы көресің ба? Я, жақсы көрем. Қалай жақсы көресің? Енді жақсы көрем ғой. Ана телевизорды қарашы, ана күйеуін әйелі қалай жақсы көріп жатыр. Неге солай жақсы көрмейсің сен мені? Кейін кезде бала-шаға, әке-шеше деген сөз көп айтып жүрсің ғой? Мені ұмыттың ғой сен? Енді мен сізді бала-шағадан артық жақсы көрем ғой. Солай болсын. Әке-шешең ше? Әке-шешемнен де артық жақсы көрем мен сізді. Тағы кімнен артық жақсы көресің мен? Осы планетада кім бар? Солардан артық жақсы көрем. Қалай сонда осы планета? Енді осы жер планетасы да, енді. Жер планетасы дейсіз? Сонда сен басқа планетада біреуің бар ма не? Жоқ. Кім? Алдынан шықты да қалды ғой. Вообще күткен жоқ мен онда. Сен ше дұрыс айтасың. Сенің айтқаның Алло? Ау? Қыздармен отыр ма әлі? Дейсің? Ойбай, қыздар. Шетелге путевка алмады. Қойшы. Қайтадан айтшы. Ақбарал. Ау. Саған теңіз толқыны ұнай ма? Тау шатқан ұнай ма? Құм ұнай ма? Теңіз ұнай. Точно ма? Я. Ертең өкініп жүрме? Өкінбейм. Сосын бір айлығы бар, 2 айлығы бар, 3 айлығы бар. Қайсысын алайын? Сразу 3 ай десей? 3 ай. Болды. Сосын аға өзі пысылдайтын бар екен, қолымен пысылдататын бар екен. Қайсысын алайын? Не ол пысылдайтын? Туалетке асып жейді ғой. Ол не істейміз? Өткенде әжетханадан балхананың иіс шығып жүр деп қой. Шошқахананың иісін алсай, шошқахананың. Негіз сен айтқаның ше, орнына керек екен. Сен негізі дұрыс айтасың. Қатын! Кел бері. Болды документтерін бәрін шаш. Мынаны не екенін білесің ба? Білеміз. Не мынау? Неке туралы куәлік. 2000 жылы екеуміз некеге тұрыппыз. 2020 жылы сроғы бітеді екен. 3 күннен кейін мынау жарамсыз болып қалады. Қош айтсамыз екеуміз. Қош бол. Соның ескіргенін біліп, мен жаңасын істетіп алып келдім. Қашан? Бүгін. Ой, пысы ғой. Қалай біліп қойдың я? 20 жылға создырдың ба? Я. Енді сен менен мәңгілік құтыла алмайсың. Давай. Ал оқушылар, біздің бүгінгі тақырыбымыз менің арманым. Асылжан, сенің арманың қандай? Апай, мен бар ғой, Олимпиадада чемпион болғым келеді 3 танкіден. Ой, бәрекелді. Ақмарал, сенің арманың қандай? Мен ба, мен ше апай, андай қыз бар ғой, андай Мисс Қазақстан ше, сондай болғым келеді. Жарайсың. Қабит, өскенде кім болғың келеді? Апай, блогер болғым келеді, вайым түсіріп блогер болғым келеді мен, апай. Ой, жарайсың. Ал Индираның арманы қандай екен? Апай, менің арманым ана болу. Тұңғышым егіз болса деймін. Қандай керемет.
Ал Нұрхат, сенің арманың қандай? Апа, менің арманым ше, сол егіз балдардың папасы болсам деймін ше. Кетші ма? Мен саған тұрмысқа шықпаймын. Қолдың сасып кеткен. Зачем ондай алқашбайдың саған, а? Ажырасып кетсе, давай. Кім ол? Біздің коллективтегі бір жас келіншек қой, күйеуі алқаш, ұра береді. Жаман жаныма шетше сол. Обалдағай, көмектесу керек қондайларға. Сен ол қызды алып келсе үйге? Сөйтейін ба? Сөйтсейін. Бірақ қай бөлмеде жатады ол? Мына бөлмеге жата берсін. Ол біздің спальня ғой? Спальня кем ғой бізде? Екеуің диванға жатыңдар, мен жерге жатайын. Сосын сен ауысып жерге жат, сосын ауысып алып жата береміз. Сенің ойың арам, я? Не болды? Көріп баратсың жас қыз деп. Ой, көмектескім келіп жатыр. Көмектеспей-ақ қой, қазір күйеуіне звондаймын. Баха, ана қатыныңа ие бол, біреудің отбасын бұзайын деп жатыр. Давай. Ажыраспайтын болды. Салап саған. Ажыраспай қойсын. Одан басқа ажырасатын жас қыздар көп қой қазір. Соған қақпын. Ай, қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Уақыт келе өз әйелің анаңдай болып қалады деген. Рас екен, ә? Расау. Сен менің анамдай болып қалдың, мен сенің үлкен балаңдай болып қалдым ғой. Ал енді қай ана өзінің баласының бақытты болғанын қаламайды дейсің? Ай, сен менің бақытты болғанымды қалайсың ба? Ай, сол үшін жүрген жоқпыз ба? Бәрекелді. Енді сол балаңды үйлендірмейсің бе енді? Кім, сені ма? Үйлендіріп, бұлай еншісін беріп, қазақтың салт дәстүрімен шығарып салмайсың ба? Ай, сен қара шаңырақта қалатын баласың. Қолымда алып қалам сен. Спокойно газетіңді оқып, тарс-тарс осырып жата берсе үйде. Қайтасың басқа әңгімені? Ал балалар, бәрімізге түсінікті ғой, е? Ал Нұрхат, тұра қойш. Отан дегеніміз не екен? Отан дегеніміз ба? Отан ғой? Жоқ, енді отанды сен неге теңесің, неге балайсың? Отанды отанға теңей? Домалақ отан ғой? Нұрхат, отан ол сенің анаң. Міне сол үшін біз отан ана деп айтамыз балалар, е? Асылжан, сен тұр айта қойш. Отан дегеніміз не екен? Отан дегеніміз ол Нұрхаттың мамасы ғой? Мамам ғой? Жоқ, Асылжан, ол сенің де анаң. Қойыңшы? Түсіндің бе? Түсіндім. Нені түсіндің? Нұрхат екеуміздің мамамыз бір үйдің қыздар екен ғой, а? Бөлем! Сен үшін бөлем! Жибірмесейші? Жерің кеп тұр. Қайда кетіп барасың? Семіріп. Не бопты семірсе? Саракоптың бамперінде ұқсап. Ассайшы малы. Мен енді. Шашқа самай. Семіздер жүр ғой. Қоше. Мама. Не? Мама. Айтсам сенбейсің ғой? Сен енді дәу шашқа көрдік қой біз. Қайда көрдің? Көрші Иванның үйіне әкелді. Иә? Оңбаға не айттырсың я мамаңа, я? Оңбаға десе жалғасына көрдім. Көрдің ба? Бала екеш, бала біліп тұр ғой. Кеш көрейік барып шашқаны. Әкеңді көрген қорным аз етмедің. Мама, мамашы, әлемде сенен үлкен, сенен семіз шошқа жоқ. Жалғасына көрдім. Немен анық тамағың? Ашып кеткен ба, я дәмі жоқ, я татуы жоқ. Иісі бір түрлі ғой мұның. Қош? Нормальный ғой? Не, нормальный емес қана бір түрлі, дәмі де иісі де бір түрлі болып тұр ғой. Сен онда ковид болып қалған шығарсың? Жаба аузыңды, өзі ковид. Бар, нормальный тамақ алып кел бар. Карантинде маған ашы, нормальный тамақ береді қойдың. Сен не кемсіздер? Сендер кемсіздер? Жібердер, тамақ
Tamam, dönmеген. Tamam, кешірші жаным, кешірші. Жігіттер. Қатындарың помой берсе де жей беріңдер, жігіттер. Бәрекелді. Жауабыңыз бізді қанағаттандырды. Сізге 5 бара беріңіз. Бізде тағы студенттер бар ма? Бар әлі. Тағы біреуін шақырыңызшы. Келесі кіріңіз. О, Зеренбай. Келдің ба, алды ма? Саламатсыздар. Билет ал. Нешінші билет? 17-ші билет ағай. Ал, сұрағыңызды оқыңыз. Хиросима Нагасаки атом бомбасы жайында не білесің? Ал, дайынсыз ба? Дайындалсам деймін ағай. Дайындалыңыз. 4 жыл бойы қалай оқығаныңыздың нәтижесін көреміз. Біз де көреміз ағай. Не көресің сен? 4 жыл бойы қалай оқытқаныңыздың нәтижесін көреміз. Дайындалыңыз ағай. Не болды? Маска тағып алыпсың. Тыныштық па? Азам жоқ. Иіс сезбейм, дәм сезбейм, қарасай. Онан ба? Иә. Сезбейм. Колбаса? Сезбейм. Варенье? Сезбейм. Осы мен ковид болып қалғаннан деймін. Ковид несі, жынды ма? Қайдан айтпашы сенде? Түн мен ауыр, жаман мазам болмады ғой. Бірақ қанша ауыр жанға түндегіңе риза болдым, қатын. Түнде өлтірдің ғой. Қош? Түнде бірдеңе болды ма не? Оны да сезбедің ма не? Жоқ. Точно ковид болғансың ғой сен, жоламамаған. Кет бар, жоқ. Кет, ұрол, сексуалға бар, жолғандар.